фэншуйға адамдар құдайға ширк қосу немесе жаңағы табыну деп жолатпайтын еді. Адамдарды мен түсінем, олар сондай бағытын көрген. Құралай ханым, Айнұр Асанберді осы фэншуйдың басқа тармағын алып келді. Дракондарды ұшырды, бананға ине тығып қасыңа келген адамның энергиясын сорасың деген сияқты. Негатив негізі Айгүл Елшібаева деген кісі арқылы келді. Фэншуист, меншуист деп жатады енді. Лапшагүл. Сіз дәл айттыңыз да оны. Сенің репутацияңа жауап беретін цветок персиканы сенің туалетке түсіп қалатын болса, онда сенде отношение болмайды. Алматыда фэншуй күшті ЖК-лар бар ма? Ең развратный город деп те айтылады негізінде. Алға қарай ұмтылыс жоқ. Гүлдерді спальняға қоймау керек. Неге? Тревожный боласың, сен ұйықтай алмайсың. Фэншуйыңның пайдасын көрген вообще клиенттерің бар ма деп сұрағың келіп тұр ғой. Иә. Макаронды оқытып жеп байып жатырмыз. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Бүгін бізде Ұшар жұлдыздар подкастының 3-ші түсірілімі. Бізде қонақта тағы да Ирина ханым. Бүгін біз фэншуй тақырыбын одан да терең, одан да қызықты етіп ашатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлем Маржан, сәлеметсіздер ме оқырмандар. Сіздерді қайта қауышқаныма қуаныштымын. Менің подкасттарым сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Сондықтан қолдап, лайк басып, тіркеліп алып отырыңыздар. Подкаст өте қызықты болып жатыр адамдарға. Бірінші қаралымыз уже 40 мыңға жетіп қапты, бірінші түсіріліміміз. Екіншісі әлі сутка болған жоқ, соның өзінде 3,5 мың просмотр болып отыр. Демек, адамдарға фэншуй өте қызықты болып жатыр. Бірақ менің естуім бойынша фэншуйға адамдар, то есть менің өзімде көзқарасым сондай болды, и айналамдағылардың да көзқарасы сондай болды. Құдайға ширк қосу немесе жаңағы табыну деп өзімізге барынша жолатпайтын едік. И мен ойлаймын, осындай адамдар тоже біздің аудиторияда бар. Сізде сондай қиындықтар болмады ма, сондай ойлар болмады ма? Дегенмен сіз тоже мұсылман отбасыда дүниеге келдіңіз, оның бәрін ұстанасыз, Құдайға сенесіз деген сияқты. Негізінде фэншуйдың бағыттары көп. Біздің діннің де бағыттары көп қой, егер сұрайтын болса 73 тармағы бар деп айтады. Сол сияқты фэншуйдың да әртүрлі тармақтары бар. Енді адам болғаннан кейін алып қашпа әңгімелер болады. Сондықтан мен өзім реал қарап осы фэншуйдың классикалық бағытына, ауыздан ауызға айтып келе жатқан бағытын таңдадым. Ол қалай? Мысалы, біздерде ауыз әдебиетінде біздерге осы кезге шейін батырлар жыры, әңгімелер, адамдардың әңгімесі, әндердің барлығы ауыздан ауызға адамдар арқылы передавация етілген. Сол сияқты мына фэншуйда да Қытайда жасырған, ешкімге айтпаған, тек баласына ғана үйрететін болған. Ұл баласына үйрететін болған, қыз балдар бұл нәрсемен айналыспаған. Сондықтан да егер оларда ұл туылмай қыз туылатын болса, онда қызының баласын ұл болған күткен. Сол сияқты бұл өте секретный ілім болғаннан кейін тек қана патшаларға, императорларға ғана істететін болған. Бұл туралы кино бар, негізі тек қана Қытай емес, Корея елі, Япония елі қолданады. Корейский фэншуй деген кино бар, соны адамдар көрсе болады. Себебі егер сенің фэншуйдың тағы инский түрі бар, ол дұрыс жерлеу болып есептелінеді. Ең қызықтысы, бұл біздер фэншуйды қазір ян түрін, тірі адамдарға қолдануын есептеп жатқан болсақ, ал оның инский түрі сенің ата-бабаң, сенің ата-анаң құрметпен жақсы жерге жерленсе, дұрыс жерге жерленсе, оның өлігі жаңа қиналмаса, жаңағыдай су батпаса, жаңа кинода барлығын дұрыстап көрсеткен, суланып кетпесе, шіріп кетпесе, барлығы жақсы сақталса, онда саған күш қуатын, әруақ демеп жүреді дейді ғой, ата-бабаларын қолдап жүреді дейді ғой, сол нәрсе болатын болған. Сондықтан ол кинода көрсеткендей, мына фэншуйда жалпы айтқанда, инский фэншуйда олар дұрыс жерлеуге де тырысқан. Себебі оның ата-бабасы қолдағаннан кейін император ұзақ уақыт өзінің тағында тұрады, ұзақ уақыт басқарады деген сияқты мағынада болған. И сол кезде императордың жаңағы өзінің фэншуйстары болған. Фэншуйстар көп сырды білгеннен кейін оларды адамдар таласып, егер кім фэншуйст екенін біліп қойса, оны өлтіріп жіберетін болған, іздеріне түскен. Енді сол фэншуйстердің не үшін ізіне түскен себебі, басқа да жарлы адамдар, басқа да көмекшілері өздерінің ата-бабасын дұрыс жерлеп, өздері билікке отырғысы келген. Сондықтан да бұл жерде фэншуйға өте үлкен талас болып, олар өздерінің фэншуйда тағы цемендунзя деген өзінің направлениесі бар.
ол жерде қашан соғыс ашу керек, қашан әскери мына жорықтарға шығу керек, соның барлығы зерттеліп отырған. Сол үшін де мына мұсылман елі деп айтамыз ғой, сол сияқты енді феншуйдың бана әңгіме басталғаннан кейін әртүрлі сенімі бар, нанымы бар, тармағы бар дегендей. Бастапқы кезде Қазақстанға Құралай ханым, Айнұр Асанберді осы феншуйдың басқа тармағын алып келді десем де болады. Сондықтан да олар хайпқа ұшырап, адамдардың недовольствосына ұшырап, бірден бір 2-3 жылдықта қайтадан өздерінің психология бағытына, басқаша өздерін ақтап алатын бағытқа кетіп қалды. Я болмаса жұмысын тоқтатты деп айтсам да болады. Себебі ол феншуйдың екінші бір бағыты бар. Ол жерде позитив мышление немесе статуэткаларға табыну болып есептелінеді. Сонда маған адамдардың айтқаны, мен мысалы Қазақстанға бірінші болып феншуй ілімін алып келдім деген кезде, сіз алып келген жоқсыз, Құралай ханым алып келді, Айнұр Асанберді алып келді деген адамдар болды. Олар алып келді, олар басқа бағытын алып келді. Ал мен классикалық үлгідегі феншуйды алып келдім. Мен реалистпін. Реалистік те бар, сондықтан да бәрібір кішкентай болса да адам чудоға да сену керек. Ол жағымда бар, мысалы фантазерлығым да бар, қиялы әлемім де бар, оның барлығын бірге даму керек. Сол уақытта мына реалистігім менің, сол бөлігім менің осы нәрсенің туырысын іздеуге, ұстазды дұрыс таңдауға, ол ұстаз менің басымды айналдырмайды ма, басқа бағытқа алып кетпейді ма, мынау неге сүйеніп айтып жатыр деген сияқты мен көп өзімде зерттеулер, анализдер өткіздім. Егер мен өзім сенбесем, мен оны халыққа айта алмаймын. Уже бізде жаңағы бағыт болса, жаңа статуэткаларға бағынатын бағытын алып келді дедіңіз ғой, бір андай ілгіштерді көрген біреулердің үйінде ілініп тұрған. Если ол уже бағыт болса, неге сонымен кетпедіңіз, неге басқа бағытын таңдадыңыз? Мен ол бағытқа сенбеймін. Себебі ол мен үшін неге идолдарға табыну деп айтады ғой, бұрында бар болған енді ағаш құдайларға табынған деген сияқты. Мен ондай артық заттарды үйде ұнатпаймын. Оның үстіне біреулер айтады, мысалы Айнұр Асанбердтен оқыған кезде дракондарды ұшырды деп, ол кезде Айлун деген парақшасы болатын. Ол жерде где-то 800 000 миллионға жақын подписчик болды. Сондықтан біздің қазақтар феншуйды өте жақсы көреді. Бірақ енді мен өте жақсы көреді екен деп, оны мен алдауға міндетті емеспін. Мен басқа үлгісін алып келді. Сондықтан да ол жерде айтып жатты, дракон ұшырдық, жаңағы сонда драконның ойыншығын алып алады екен, кәдімгідей былай ұшырады екен. Осындай күндері. Біреулер мысалы Құралай ханымның семинарларында, тренингтарынан кейін кәдімгідей жылқыларды сатқанын, жылқының статуэткаларын сатқанын, адамдар таласып тармасып алғанын барлығын өздері айтып береді, өздері күліп айтып береді. Қызыл әмиян, қызыл жіп дегендер соған жата ма? Сол жерде шамдар сатылды, қызыл жіп сатылды, қызыл әмиян сатылды. Мен өзім бірде-бір услугасын алмағанмын. Айлы түні бір күні мына жерге шығасың, или болмаса полнолунияда мынаны жасайсың, ананы жасайсың деген техникалар ол парақшада өте көп болды. Кейін ол парақшаны кімге ұзын құлақтан естігенім бойынша басқа қыздарға сатып жіберді, өзі айналыспайтын болды деп естім. Неден ол негатив келді ме көп? Негатив негізі Айгүл Елшібаева деген кісі арқылы келді. Құралай ханымның осы алып жүрген направлениесін ол сынға алды. Оның ешқандай да пайдасы жоқ екенін, даже пайдасы болған жағдайда да адамдар бір бананға ине тығып дейді ма, или болмаса бір нәрсе жасап дейді ма, или болмаса Құралай ханым өзінің айтып қалған әңгемесі бар екен, қанатын жайып, адам қасыңа келген адамның энергиясын сорасың деген сияқты бір негатив бір әңгемелер тарап кетті. Мен оның бармағаннан кейін семинарына рас өтірігін білмеймін, бірақ осы әңгемелерді естігеннен кейін оны Айгүл Елшібаева қатты сынға алды. Кәдімгідей ізіне түсіп жүріп, оның енді ол дұрыс, себебі бір көреген көз ол нәрсені айту керек, оны түсіндіру керек халыққа. Мысалы, мен де қазір өзімнің парақшамда кейде келіспейтін жерлерімді адамдармен бөлісемін. Мысалы, қазір подкастқа келіп жатқан адамдар әртүрлі дүниені айтады. Мысалы, жындар әлемі, рухтар әлемі, жаңағы кванттық әлемде баланың рухы байланып қалған деген сияқты әңгімелерді айтады. Ондай ақылға қонымсыз әңгімелер 9-шы периодта көбейеді деп айттым. Алдыңғы подкастта есіңде болса, оның ішінде еш нәрсе жоқ, пустота, бір әдемі болып көрінеді, сені заманивать етеді, өзіне тартады, бірақ сені күйдіреді деген сияқты. Бәріміз аузымыз күйіп қалып жатыр жақындаған сайын ыстыққа. Сол себепті де мен де қарсымын, осындай журналистер сауатты болса екен, мен де сын айтқым келеді сондай. Қарсы болса екен, ондай әңгемелерді шұқып, түсіндіріп, бұл не дегеніңіз, сол не мағынаны білдіреді. Мысалы, бұрындары мен түсінбегенім психологияны ислами тұрғыда деп шықты да, неге оны под себя ол адамдар дұрыстап келтіріп ала береді. Ал енді кванттық физика, өте көп. қазір енді кванттық физиканы
тағы да дінге айналдырып алып жатыр. Мм. Сонда өзі кванттық физика, наука не екенін түсінбейді, бірақ соны дін әлеміне алып келіп жатыр. Себебі адамдар мына дінге сенеді, Құдайға сенеді деген сенім нанымына отырып алды. Мен жалпы адамдардың сауатты көзі ашық болғанын қалаймын. Сол себепті де олар мынау айтса анаған сеніп, мынау айтса мынаған сеніп жүргеннен гөрі өздері сауатты болып, мына дін жалпы ол догма деп айтады. Догма деген қатып қалған шектеулі қағида. Егер біз ол қағидадан шығалмайтын болсақ, еш жерге де дамымаймыз. Жалпы мұсылман мемлекеттеріне қарайтын болса адамдар, олардың дамып жатқаны жоқ. Олардың шектеулі нелері бар, қағидалары бар, содан шыға алмайды. Екіншінде мен өзім Дубайға барған кезде араб мемлекеті осы Дубайды феншуймен салды деген міш-міш әңгіме естім. Дубай өте қатты прям. Иә, олар қатты қолданады, барлығын феншуймен салады деп естім. Сол себепті де қазір Дубайда болып жатқан жағдайға, мысалы 2032 жылға дейінгі олардың су батыс жағынан келіп тұр. Батыс жағынан бізге активность болған кезде мына управление дұрыс болмайды. Сол себепті де не үшін ол жағдай болып жатыр? Феншуй егер дұрыс айтпаса, бізге оны баяғыдан айтып қойған. Одан бұрын, мысалы, менің ұстазым айтады, күшті Қытайдан олардың ұстаздары бар. Мен орыстардан алам, олар Қытайдан барып алады. Әлі мен Қытайға барып алған жоқпын, маған өзімнің орыс ұстазым ұнайды. Сол кісіден алам. Ол кісі айтты, осыдан 10 жыл алдын, атын ұмытып қалдым, жаңа Қытайдың феншуистінің, осы жерге келіп тұрып, Мәскеудің ортасына келіп тұрып айтқан болатын. Ресей 10 жылға құлдырайды деп айтқан болатын деп. Сол нәрсе болды ма, қазір кезде келең алып жатыр. Сондықтан да мен феншуйдың бұл саласына классикалық үлгідегі басын айналдырмай, мына жылқы саған көмектеседі, мына дракон саған көмектеседі, мына шөп саған көмектеседі, или болмаса мына жаңағы жемшу, рис, әртүрлі нәрселер қолданады. Солар көмектеседі деп мен айта алмаймын. Мен ондай нәрсеге аузым бармайды. Классикалықта тау, су, үйдің қалай орналасқаны, жаңа жұлдыздар дедіңіз, бірден 9-ға дейін жұлдыз бар. Осылар, классикалық феншуйды білу үлкен сауаттылықты талап етеді. Сондықтан да мен феншуйға қазір кезде офлайн феншуйға профессионал феншуист болам деген адамдарды мен өзім таңдап алам деп отырмын. Себебі ол еріккеннің ермек емес, ол біреудің тағдырымен ойнау. Егер феншуист дұрыс жасамайтын болса, сауатсыз болатын болса, ол адамды әр нәрсеге ертіп жібереді, я болмаса оның феншуйын дұрыс жасамайды. Ол үлкен жауапкершілік. Біз екеуміз Талдықорғанға барған кезде сіздің алдыңызда басқа феншуист келді деді, бірақ ол статуэткалармен жаңағы жасайды екен, үйіне андай бірдеңелер іліп кеткен еді ғой. Солай, мысалы, сіз айттыңыз, мынау сенің өзіңнің гуаң күші екен, мынау сенің неңе қарсы тұр, бұл жерге жатпа деп айтып кеттіңіз. Сондықтан жаңа инемен темірмен бір нәрсе келген кезде оның жаңағы либо пышақтың астына түсесің, немесе уколдан шықпайсың, больницадан шықпайсың деп. И ол өзі подтверждение берді сізге, что қазір укол салдырып жүрмін, уколсыз жүре алмаймын, аяғым почти что жүрмей қалды, скоро уже салмағымды реттеп нетпесең, уже пышақтың астына түсесің деп. Мен қорықтым, содан кейін операция жасайсың деп жылап келдім деді ғой. Мысалы, сіз дәл айттыңыз да оны. Оның алдындағы феншуист жаңағы статуэткаларға нететін, ол элементарный сол төсек орнын дұрыстап бермеген да, қарап отырсақ. Есігіне наклейка жабыстырып берген, сосын андай музыка ветра деп айтамыз, жаңағы ол ойыншық сияқты мындай шылдырлап тұрады, есіктен кірсең шықсаң, соны бір жерге келіп берген. Мен оған мән бергенде жоқпын, олар өздерінше бір туалеттің шасын қорқытамыз деп па, сондай бір оларға сенім жоқ. Жалпы мен ол бағытқа өзім сенбеймін. И адамдардың да қазір кезде феншуй деген ширк, ол деген пұтқа табыну дегеннен кейін жаңағыдай адамдарды мен түсінем, олар сондай бағытын көрген. Ал мендегі бағыт ол бағыттармен ғана жұмыс жасаймын. Ол дегені оңтүстігіміз бар, біздің солтүстігіміз бар. Күн бір жерден шығады, күн бір жерге батады. Ол ешқашанда өзгерген емес. Сол себепті әр өзінің периодтар келген кезде өзгеріп отырады. Мен соның барлығын зерттедім. Бұл шындыққа жанаса ма, немесе жанаспай ма деген сияқты. Енді бізде айтады, осы 9-шы периодта 2024-тен бастап 2044 жылға дейін біздің солтүстігіміз дамиды дейді, оңтүстігіміз дамиды дейді, және оңтүстік шығысымыз дамиды дейді. Енді мен оған сенбейін десем, жаңа пұтқа табынатындарды, статуэтка туралы айтатындарды ондай әңгіме жоқ. Олар оны білмейді. Олар тек қана осыны осы жерге қой, мынаны мына жерге қой, мына жерден саған байлық шақырады деген сияқты алдамыш әңгімелерді айтады.
Сол кезде егер біздің солтүстігіміз дамиды деп айтып жатыр. Қазір біздің Алматы 1, Алматы 2, любой қаланы алып қарайтын болсақ, ол Астана болсын, ол Орал болсын, ол Қарағанды болсын, адамдар өздері маған сенбесе қарасын. Солтүстігі дамып жатыр ма екен? Біздің солтүстігімізде қазіргі кезде қалалық генплан дейді, соны құрып, жаңа жолдар ашылып, мына Кульжинский тракт, Алматы, біздің аэропорт жақтың барлығы, Алматы 2, Алматы 1-дің барлығы біздің солтүстік бағытымызға қарайды. Тіпті солтүстік бағытқа Гейт Сити, одан кейін Алатау деген қала ашылайын деп жатыр солтүстік бағытымызда, және Қонаев қаласын атын өзгертіп, ол жерде де даму болады. Алматының екінші центрі болады деп жатыр ғой. Ол болады. Себебі Қонаев қаласы мен дамитынын баяғыдан айтқанмын. Сондықтан ол жерде биылғы жылы қатты көбейіп кетті база отдыхалар, және адамдар барып жатыр. Биыл тіпті пробка болып қалған. Үлкен кең жолдың өзінде пробка болып қалған. Сондықтан да мына база отдыхаларда егер феншуймен есептеп салатын болса, ол адамдар сол кезде өзінің байлығын арттыратын болады. Дәл сондай кейс Қырғызстанда болған еді. Қырғызстанда бұрын Ыстықкөлдің жанында енді база отдыхалар бар. Ақша тартатын жерге олар өздерінің мына біздің классикалық үлгідегі феншуймен сол дамитын бағытты біз активтендіріп қоямыз. Сол адам сол жерге фонтан жасаған, и содан бастап ол кісілердің бүкіл жаңағы номері жаңа толып тұрады. Ешқандай да босамайды. Сол себепті ол бизнестегі адамдарға да өте қажет деп айтар едім. Одан кейінгісі феншуйдің бағыттары. Екіншісі оңтүстік дамиды дедік. Енді оңтүстікке қараңыздар. Оңтүстікте бізде Бағанашыл, Ремезовка, ешқашан ол жерден рұқсат бермеген таулы тасты жер. Ол жерден тек қана байлар ғана бұрын жай алатын болған. Жолдары тар, әлге дейін ол жерде қала болады деп ешкім ойламаған. Дачалар ғана болған. Сол себепті қазір ол жерді қала қылып жіберді. Мықты ЖК-лар бар. Мықты қымбат ЖК-лардың барлығы сол жаққа түседі, и ол жақ қымбаттайтын болады. Одан кейінгісі оңтүстік шығысымызда бізде Медеу районы орналасқан. Ол жер қымбат еді, тағы да қымбаттайтын болады. Егер осының барлығы өтірік болатын болса, неге именно сол бағыттар дамып жатырдағыны басқа қаланың бағыттары дамымай қалды? Бұрын 8-ші периодта бізде 8-ші периодта солтүстік шығыс және оңтүстік батыс бағыты даму керек еді. Енді мен подтверждение болу үшін айтып кетейін өзім сөздеріме. Оңтүстік шығыс батыста бізде мына Президентский парк, Мирас районы орналасқан. Дамыды ма? Дамыды. Қазір ол жерде тоқтады. Себебі олардың енді ол жерден энергия кетті деп айтамыз біздер. Энергия қазір солтүстікке, оңтүстікке және оңтүстік шығысқа ауысты. Одан кейін шығыс бағыты дамыған кезде 8-ші периодта 2024 жылға шейін бізге Восточка ашылды ма? Бізге Восточный объездной путь ашылды дағы, сол жердегі сол жақ дами бастады. Одан кейінгісі солтүстік шығыс деп айтамыз, ол жақ дами бастады. Ол Талғар районы, жаңа Қалқа арена салынған жақтар, Тұзды бастау, жаңа басқа жақтар. Олар уже қала болып кетті. Бұрын мен оған подтверждение бере аламын. Мен енді тұрмысқа шыққан кезде сол көшеден күнде өтеміз, Мичуринда тұрдық. Сол кезде ол жердің бәрі жай ғана ауыл етін. Мысалы, қазір уже 10 жылдай өтті ма, 10 жылдың ішінде ол жақта кәдімгі ең мықты ЖК-лар салынып жатыр. Анау Думан Сити, Медеу Сити тағы бірдеңе, өте көп қазір. Және шет жер болады. Қала болып жатыр кәдімгі ол жерде. Кәдімгідей біз Кульжинский трактқа шейін Қалқ аренаға барғаннан кейін ар жағы бір ауыл болып, базар болып, мал базар болып жататында. Біз ол жақты бір қаланың шетіне барғандай ощущение болатын. Қазір ол жерлерде жаңағы автосалондар, апорт салынды и дами бастады. Сол себепті мен бұл феншуйдың классикалық үлгідегі бағытын жақсы көремін. Бұл жерде біз тек қана бағыттармен жұмыс жасаймыз. Солтүстікпен, оңтүстікпен сол жұлдыздарды орналастырамыз. Қай жерде жақсы комбинациялар бар, жұлдыздардың сол арқылы есептейтін болғаннан кейін. Дубайды феншуй бойынша салған дегенге сонда сіз келісесіз, Мен келсем. Тағы қандай мемлекеттерде феншуйді активно қолданады, оған қандай да бір дәлелдерді тоже осылай айта кетсеңіз? Мен негізі Америкада да феншуй қолданатын естігенмін. Егер киноларда байқасаңыз, жаңағы Уолл-стрит деген кино болды ғой, Волк из Уолл-стрит деген. Сол жерде айтады, ана нафеншуйла дейді. Әйелі сонда феншуймен айналысады екен да. И сол жерде сондай отрывок бар.
Мен оны егер қаласа жаңа рилсқа салсақ та болады. Олар қатты феншуйды жақсы көреді, қолданады. Стамбулда мен іздеп көрген кезде ондай таба алмадым. Феншуймен айналысатын адамдарды бір ғана адам бар деді. Көбінесе олар бір күндігімен өмір сүреді ғой, Стамбулда адамдарды білетін шығарсыз, жоқ, оны білмейді екенмін. шығып алып жаңағыдай шайын ішіп отырады, бірақ жаңағы әдемілікті жақсы көреді, халық көрініп тұр, бірақ жаңағыдай шайын ішіп алып бір беззаботная жизнь дейді ғой, бір андай алға қарай ұмтылыс жоқ та. Мысалы Қытайға барсаң, Дубайға барсаң, Американың өзі, біздің Қазақстанның өзі қазір сондай энергияда да, Алматыда именно, Астанада жұмыс жасау керек, үйту керек, анаған жету керек, бір андай жанымыз тыныш емес, бір жағынан біз ұмтылып жатырық, өсіп жатырмыз да. Ал ол жаққа барғанда бір сондай бір шайым болса болды, әдемі тамағым болса болды, әдемі жататын жерім болса болды деген сияқты вайб бар сияқты. Кейде біздің халықта да ол нәрсе сезіледі. Не мұсылманшылықты ұстанбаймыз, не жаңағы басқа нәрсеге сенбейміз да, екі ортада мынау ма қайсысын таңдарымыз білмей қалған сияқты адамдар. Олар да примерно сондай, не мұсылманшылықты ұстанбайды, ұстанатындары бар. Біз тіпті қатты фанатит етіп кетеміз. Еш нәрседен фанатит етудің қажеті жоқ. Жалпы не үшін феншуйды ұнатпайтыным, осындай бір статьоткаларды қолданатын жерін ұнатпаймын. Өтірік ақпарат беріп адамдарды қыздыратын, қызықтыратын ұнатпаймын. Бір жаңағы наклейка, бір жаңағы статуэтка саған көмек береді деген нәрсеге сенбеймін. Оның барлығын мен жақсылап, от и до, тщательно барлығын тексерем барған кезімде. Себебі ол мен үшін жауапкершілік. Мен ол сөзді айттым ба, мен ол сөзіме жауап беруім керекпін. Дәл сондай менің ұстазым да өте ақылды адам, өте білімді кісі, ол өзінің примерінде көрсетіп жүрген адам, өзінің феншуймен салынған үйі бар, оның қалай байығанын біз көргенбіз, өзінің қандай қарапайым екендігі, бірақ жағдайы жақсы екенін мен өзім көріп жүрмін. Тағы қандай мемлекеттер дегенде, жаңа Корея, Азия мемлекеттері қолданады көбінесе. Қытай қалды қатты. Негізі Монғолияда да бар. Себебі мына қызыл нәрсені біздің байқасаң, тек қана Қытай емес, біздің қазақтарда көз сөзді алуға машиналарына қызыл байлап қояды. Балаларға қызыл жіппен бір нәрсе істеп жатады. Ақ-қарамен жаңағы аяғын тұсау кесетін кезде соны ырымдап жатады. Сондықтан мына ырымдар мен тыйымдарда бәрібір феншуйдың осы қағидалары бар. Ұлы жібек жолымен бізге келген. Түсінікті. Енді бұл жерде бірнеше сіз өзіңіздің кейстарыңызды айта кетсеңіз, мемлекет деңгейінде, жер деңгейінде түсіндік. Енді адамдардың өміріндегі дүние қызық болып тұр. Қандай да бір кейстарыңызды бастап айтып кетсеңіз, осылай феншуймен үй салды, немесе осындай нәрсесін өзгертті, өмірінде осындай өзгертті. Сенің феншуйыңның пайдасын көрген вообще клиенттерің бар ма деп сұрағым келіп тұр ғой. Бар. Себебі мен өзім баста айттым, өзім сенбесем, өзім қолданбасам, ол нәрсенің өзім пайдасын көрмесем, мен басқаға айта алмаймын деп. Ең бірінші кейс өзіммін, және менің өзім туысқандарым, оны алдағы подкасттарда айттым. Ал қазір менің өзімнің бір кейсім бар. Ол кісі жалпы мен феншуйды айтып бастаған кезде менде феншуйдың 7 қағидасы деген видео шықты ютубыма. Ол ескі видео, бір 2021 жылы салынған. Сол жерде адамдар маған айтып бастады, өздерінің историясын айта бастады. Ирина ханым, сіздің айтқаныңыз дәл келіп тұр, осы 7 қағида деген видеоны көргеннен кейін мен ойлана бастадым. Біз үй алған кезімізде, ол Түркістан қаласының, енді бұл оқырманым болатын. Ол кісі қазір маған подписан емес пе білмеймін. Сол кезде айтқам, феншуй алыңыз, үйіңізді өзгертіңіз деп. Ол кісі айтады, біздер дейді үйді сатып алған кезде кредитін төлей алмай, содан қиналып, үйін сатуға мәжбүр болып, ол үйді банк алып қойып, сондай бір сататын еді ғой, есіңде бар ма? Қазір білмеймін. Әлі де бар ондайлар. Бар ма? Бар. Мен коммерческий помещениелерді білемін, что банк алып қойып, арзанда аукционмен сататын. Машинаны да, үйді де коммерческий помещенияларды әлі күнге дейін солай сатады. Сондай банк алып қойған үй екен, сосын арзан сатады ғой банк. Арзан сатқанына қызығып біз алған едік. Хозяйны сондай мәжбүр болып сөйтіп банкке тапсырған екен деді. Біз жағдайымыз жақсы, күйеуімізбен тату-тәтті өмір сүріп жүрген адамдар едік. Сол үйге келгеннен кейін біз сол адамның күйіне түстік деді. Өмірі кредит алмаған, біз кредитке кіріп кеттік. Өмірі ақша тауып жүрген күйеуім ақша таппай жаңағы кредиттерді жаба алмай қалды. Біздің жағдайымыз күрт төмендеп кетті. Содан ұрыс шығып екеуім маған қол көтеретін әдет шығарды деді.
Сондықтан да бұл нәрсені осы үйде феншуймен егер алдыңғы хозяинда қандай болған болса, сол сценарий қайталанады дегенге мен прям 100% сенемін. Иә, оған менің өмірімде де дәл сондай пример болды ғой. Жаңағы құрбымның үйіне барып, ол депрессияда жатады. Хотя оған дейін сол үйге көшіп келгенше айына күніне вебинармен ол миллион тауып тұрған кез етін. Сол үйге көшіп келді, сонымен басына былай көрпені жауып алып жатады, тек қана жатады, энергиясы жоқ. И сол үйге келгеннен кейін мен тура сол состояниеға түстім. Көшкеннен кейін ғана сол көзім ашылып құтылдым ғой ол состояниядан. И жаңағы машинаны ұрып алу, сату, жұмысымның жүрмей қалуы деп тура одағы нәрселер менде бірге бір қайталанды. Хотя сен де сол кезде жақсы табыс табатын боласың. Мен 4-5 миллиондап табатын адам бір жыл тұрдым ол үйде, бір жылдың ішінде мен прям минусқа кіріп кеттім. Феншуй үйге кіргеннен кейін 3 аптадан бастап, 3 аптадан бастап әсер етіп бастайды. Одан кейін сені бір жылдың ішінде төменге түсіреді. Осында оқырмандарға айтып кетейік, бізде феншуйдің 21 қағидасы деген сабағыңыз бар. 5.990 теңге ма? 4.990 теңге. Сол сабақты сіздер Ирина ханымның парақшасына өтіп, феншуй сөзін дайректке жазатын болсаңыздар, сіздер ол сабақты сатып ала аласыздар. Бұл сабақ скоро продажадан алынады, бағасы немесе қымбаттайды, сондықтан осы мүмкіндіктің соңғы күндері үлгеріп қалыңыздар. Одан кейінгі кейсім, енді бұл адамның сценарийін қайталануы. Одан кейінгі тағы бір кейсім болды. Ол кісілердің үйіне феншуй аудит жасауға бардым. Сол кезде күйеуі істі болып, үйде жұмыссыз жатқан екен. Негізінде оқыған, екеуі де оқыған, ауыл 4 балалы болғаннан кейін үйде домохозяйка болып жатыр екен. Күйеуінің табысына енді 4 бала бағып отырған, 4 бала қарап отырған әйел енді күйеуінің табысына болсын дейді. Үйін көргеннен кейін сол жыл олардың есігіне 7 жұлдыз келген екен. Болмашы жерден соседтеріне су ағыз жіберіп, солармен соттасып, соттан жеңіліп, сол ремонтын төлеп отырған екен. Сонда бір жылға келген 7 жұлдызының өзі оларға сол әсерін берген. Сосын мен айттым, бұл үйден енді жақсы үйге көшесіңдер, қазір мен ішінде барынан жақсы жұлдыздарға жатқызайын. Мен енді есігінен жаман жұлдыздар болса, мен енді обыграть ететін болса, етуге әрекет етемін, түкке келмейтін болса, енді менің қолымда емес ол. Сосын осылай жатып тұра тұрыңдар, сендердің жағдайың келгеннен кейін басқа феншуйлы жақсы үй аламыз деп айтып кеттім. Сосын ол күлді, қайдан дейсің ондай үй, біз осы үйдің өзін зорға алдық, ата-енемізден бөлек шықтық, ата-енеміз көмектесіп алып берді деп күлді. Сосын енді мен өзім жұмысымды жасап кеттім. Ұмытып кеттім, енді клиенттер көп қой, былайша айтқан кезде. Маған бір жылдан кейін хабарласып тұр, күйеуі екеуі маған айтады, феншуймен біз үй алмақшы едік, қолымызда 40 миллион теңгеміз бар дейді. Бір жылдың ішінде алдында хотя ақшасы жоқ болған. Не істеймін деп жүрген, маған бадис консультацияға жазылып, не істеймін деп жүрген кездерінде. Сосын мен таң қалдым. Сосын айттым, осындай мен феншуймен үй таңдау услуганы білесің, 500 мың теңге тұрады, мақұл, мен таңдап берейін дедім. Сосын бір үйлерге алып барды. Ол үйлер енді мен жалпы мына қазақтың жері кең ғой. Сол үшін кең ойлаңыздар деп айтамын да. Неге бір-біріміздің үстімізге мінгесіп, жаңағы времянкаларда да, бір-бірінің үстіне салынған времянкаларда там 10 этаждық, 20 этаждық, там 8 этаждан жоғары үйлерде тұрамыз деп айтамын да. Неге біз осындай қазақтың жері тұрған кезде аяғымызбен жерді басып, жер үй алуға, немесе мына 3 этаждық үйлер алуға, неге біз сол жағынан экономдаймыз? Себебі мына землетрясение болады. Біз енді Алматы соған жақын. Болмай-ақ қойсын, бірақ соған жақын нәрсе болғаннан кейін, мен айтамын, неге сендер алдын ала ойламайсыңдар ол нәрсені? Сол себепті де тар үйге барғанша, мына 40 квадраттық үйге барғанша, кең ойлаңдар, жақсы үйлерді алыңдар деп айтам. Мен тек қана оның феншуй емес, адамның сол үйде жақсы, комфортны өмір сүруіне де көмек бергім келеді. Мышлениесімен де жұмыс жасап, оны кеңейткім келеді. Тар болсаң, жаңағы тар бола бересің. Кең болсаң, кең боласың. Сосын ол үйлерді көрдім дағыны, ол 13-ші этаждан үйлерді көріп жатқан екен, 11-ші этаждан көріп жатыр екен. Сосын айттым оған, давайте менде бір феншуймен жақсы үй бар еді дедім. Где-то 124 квадрат метр, бұлардың қарап жатқан 100 квадрат метр еді. Олар қай қалада тұрады? Алматы қаласында тұрады. 124-130 квадрат метрлік бір феншуймен жақсы үйім бар дедім. Жанында паркі бар, өзі де 4 этаж, жаңа үлгіде салынған.
адамдар ол жерді байқамайды, бірақ сол жерден алсаңдаршы дедім. Сосын қайдан сізден оған ақша, тағы да сол әңгімелер ғой. Ол Қайдан қанша тұратын еді ол үй? ол 70 миллионға жақсы еді негізінде. Өте жақсы. 30 квадрат метр, ол 70 миллионға өте жақсы. Чем 13-ші этаждан 100 квадрат метрді 40-50 миллионға алғаннан көрі. Енді черновой алады ғой бәрібір қанша айтқанмен. Сол үйді көрсетіп едім, оларға ұнады. Енді біз оны қалай аламыз дедім. Мен сосын күйеуіммен сөйлестім. Жалпы ер кісілер маған сөзіме, олар деген реалист қой негізінде. Олар анау-мынауға сенбейді, әйелдер эмоцияға беріледі. Біреу бір нәрсе айтса, бірден сеніп кетеді. Сосын күйеуіммен сөйлестім, осындай деген кезде ол кісі ойланып тұрды дағыны, оны аламыз деді дағыны. Сол бір өзінің мышлениясымен жұмыс істедім деп айта берейінші. Біраз уақыттан кейін сол ақшаға сол жерді алды. Наличкаға алды. Тапса болады. Ақша көп. Ақша бұл әлемде өте көп. Оны шектеп тұрған біздің өзіміздің санамыз ғана. Ол жерде күйеуі істі болды дедіңіз, иә? Иә, істі болып, жұмыссыз болып жатқан еді. Істі болып, жұмыссыз жатқан. Сонда сол состояниеда жүрген күйеуі бір жылдан кейін, примерно, иә, 70 миллионға үй алып отыр ма? Иә, оған предложениелер түскен, жаңа феншуймен барып үйін дұрыстап, сол жатын орнын дұрыстағаннан кейін ол адамға өзі қимылдаған, предложениелер түскен, и ол жақсы табыс таба бастаған. Сонда маған айтады ғой, кейін тағы бір хабарласты, міне машинамызды да біз жаңаладық деп. Енді туған туысқандарымыз, айналамыздағылар таң қалып жатыр. Не жеп байып жатырсыңдар деп сұрап жатыр деді. Сосын макаронды оқытып жеп байып жатырмыз деп айттым деп сөйтіп күледі. Керемет, керемет. Өзіңіздің таунхаусыңыз болды, иә? Жер үй болды ма ол? Саттым дедіңіз ғой, былтырлары ма, иә? Сол үйді сіз фэншуймен таңдадыңыз ба? И ол жерде именно андай фэншуй тілінде айтқан кезде қандай жаңағы артықшылықтары болды? Не үшін ол үйді таңдадыңыз? Жаңағы мына жағында су тұр, мынандай жұлдыз болды деген сияқты қылып айтасыз ғой енді. Сол үйді не үшін таңдап едіңіз? И соңында не үшін оны саттыңыз? Сол маған қызық. Ол менде мына Компот деген район бар Алматыда. Бұрын жақсы болған, бірақ қазірлері онша түсіп қалған оның несі. Энергия кетіп қалған ол жерден. 9-шы периодта энергиясы кетті ма сонда? 8-ші периодта энергиясы кеткен оның. Түсінікті. Мен оны картамен жалпы өлшеп қараған кезімде бағана оңтүстік шығыс бөлігіне кіреді екен. Прям шекарасында тұрады екен. Біз қаланың өзін мына торт сияқты бөліктерге бөлеміз. Мына оңтүстігіміз, мына солтүстігіміз деген сияқты сондай кусочектарға бөлеміз. Сол кусочектің шекарасында тұр екен біріншіден. Екіншіден менің оңтүстігім ашық болды. Оңтүстігінде көршінің огороды болды дағыны, көршінің үйі менің оңтүстігімді жауып тұрған жоқ, ол алаңы ашық болды. Демек, мен адамдарға көрінемін. Себебі менің жұмысым солай. Мен атақты болу үшін, танымал болу үшін менің оңтүстігім ашық болу керек деп мен айтам әрдайым. Ашық болды. Есігім 9-шы период, 8-ші периодпен алдым мен оны, 9-шы периодқа қалғым келген жоқ. Бірақ ол 9-шы периодпен кірген адамдарға да жақсы үй болатын еді. Себебі оңтүстіктен ашылатын есіктердің сонда бір жақсы қасиеті бар. Одан кейінгісі мен сол үйді таңдаған кезде бір ғана носы болды. Ол үйдің арқасы сай болуы. Тұрған жерде ЖК-ның арқасы сай болып кетеді. Алматы сондай ғой, енді ойлы қырлы болғаннан кейін. Сол сайдың арқасында менің үйімнің таунхаусымды қорғап тұратын менің арқамда тағы бір үй болды. Ол маған тыл болып тұратын еді. Ал мына үйдің тылы жоқ еді. Ол тіпті сай болып кететін, қатты сай болып кететін. Сол сайдың арқасында сол үйді мен ойладым, бұл үйді алуға болмайды деп. Содан маған бір оқырманым хабарласты. Мен сол жерден сіздің ЖК-ңыздан осы үйді алмақшы едім деп. Сосын мен айттым, ол үйді мен саған достық кеңесім болсын, ол үйді алмай қоя сал, оның арқасы сай дедім. Ол жерде денсаулық болмайды, ол жерде ақша тұрақтамайды, проблемалар болады деп солай деп айтқаннан кейін ол оны тоқтатты. Бірақ мен тағы бір мен танымайтын басқа көрші болады, ол жерді сатып алған. Оларға барып айтпайсың ғой, сенің үйің арқасы сай, бұл жерде сен жаман боласың деп мен оған барып ақым жоқ қой, біреудің жаңағы жаман программа қоюға. Үндеген жоқпын, жақсы болып кетсін деп тіледім да қойдым. Кейін мен таунхаусымды сатқан кезімде, таунхаусымды сату себебі, енді мен балаларым шетелге оқимын деді, біз хан екеуміз үйде қорқамыз деді, енді сәл маған шеттеу болды, район дамымай тұр ғой, ол жердің енді дамиды, бірақ ол жерлер енді қымбаттайды. Менің район болмағаннан кейін мен қаланың ортасында тұрған жақсы көремін, мен сондай
қаланы жақсы көретін адам. Иә. Солай болған кезде кейіншелік менің бағанағы оқырманым ол үйді мен аламын деп айтты да, мен ол кісіге өзімнің үйімді сатып кеттім. Ол кісі ремонтын дальше жалғастыра берді. Сөйтіп жүрген кезде ол кісі маған хабарласты. Ирина, сен барлығын дұрыс айтыпсың, сол үйді алма деген маған жақсы болған екен. Сен білесің ба не болғанын бізде деді. Не болды дегенем, ана көршіміз бар ғой, үйін кәдімгідей күшті, ана пысық жігіт еді, негізінде орыс жігіт пысық жігіт еді. Барлығын четкий қылып жасап жатқан ремонттың бәрін. Біздің ремонттар деген бір жұмысшы табамыз, таппаймыз, енді әйел кісілер сөйтіп жүрген кезде ол четкий жасады да кәдімгідей. Сол кісінің несін канализация атқылап, бүкіл ЖК-ның канализациясы сол жерге барды деді. Көрдің бе? Сонда ана адам барлық ақшасын үйге салды, от души жасады. Соның бәрі бір күнде жоқ болды. Сондағысы артындағы ол үйде артында тыл жоқ дедіңіз ғой, иә? Тыл жоқ ол жерде. Сонда ішін ақша жиналмайды, ақша тұрмайды, проблемаға кетеді. Бір проблеманы шешсең, екінші проблема пайда болады. Ол нені білдіреді сонда, үйдің артында тылдың болмауы, жаңағы үйдің немесе сайдың болуы деген сияқты? Біздің феншуйда жалпы үйдің арқасы, біздің артымыз защитада болу керек әрдайым. Себебі үйде мен спальныйда да үйдің артына салыңдар деймін. Мысалы, үйдің алдыңғы кіре берісіне спальный қоймаңдар, арт жағына апарыңдар. Ол защищенный боласың. Ол сондай бір өздерінің логикасы бар ол жерде. Сонда сен тыныш боласың, арқаң тыныш болады, и барлық энергия сол жерге жиналады деген мағынаны білдіреді. Ана жерде энергия жиналмайды, келе ағып келеді, ағып кетеді арқасына. Бір жол айтып қалып едіңіз, иә, ақша жиналуға жауап береді, күйеуіңнің жаңағы табысты болуына, денсаулығының болуына, сенің бағушыңның болуына жауап береді үйдің арқасы. Түсінікті, өте жақсы. Содан екінші тағы бір, енді ол жерде қатарынан үйлер бар емес па, ол бір случай. Одан кейін тағы бір күні маған звондап айтты. Осы ораза кезет. Сонда кәдімгідей маған звондап көршім жылады деді. Енді ол кісі өзі общительный, жақсы кісі да, адамдармен тіл табысатын. Білесің ба, біз мына неде отырған едік, неге ауызашарға шақырады, соған барып отырған едік, балаларымыз звондады деді. Осындай мама тағы да бізге де канализациядан сондай ағып кетті деп. Енді есі жаман. Сосын кәдімгідей жылағым келді дейді, жыладым дейді. Бұл бірінші рет болып тұрған жоқ. Жақындарымызға да айта алмаймыз. Кеше жасаған ремонтпен алған үйіміз осындай болып жатыр. 2 рет өзім қолыммен тазаладым. Басқа біреуді шақырсам біліп қояды деп, біз соны ешкімге айтпай отырмыз деп кәдімгідей жылады дейді. Сондықтан да ол қатардағылардың барлығында сол проблема пайда болған. Өйткені жаңағы тыл жоқ. Олардың арқасында тыл жоқ. Үйдің арқасы под защитой емес. Проблемадан проблема шыға беретін болып тұр ғой. Мен білемін, қазір недавно үйіңізге барып көрдім ғой. Қазір алған таунхаусыңыз өте керемет район, иә. Қымбат райондардың бірі Алматыдағы. Керемет үлкен қылып алдыңыз, иә, таунхаус 3 этажды неден. Сол үйді таңдау себебіңіз не болды? Фэншуй бойынша таңдадыңыз ғой енді, дұрыс па? И ол жерде қандай жұлдыздар болды, немесе жаңа оң жақ деп жатасыз, сол жақ деп жатасыз, солардың қандай артықшылықтары болды сол үйіңіздің? Жалпы маған оңтүстікке қарап салынған домдардан үй аламын. Оның енді ішінде барлық квартира, пәтерлер жақсы деген емес. Сен тағы да жұлдызын соған жөндеп алуың керексің. Сол кезде қарағанда бізде жалпы фэншуйдағы мағына мынадай. Біз тамақ жеген кезде ауыздан кіре ма, энергия келді ма, ол шығу керек. Энергия кірген жерден не үшін мен тупиктен үй алмаңдар деп айтамын. Ол жерге энергия кіреді, бірақ ағатын жер жоқ, жиналып қалады лай су сияқты. Сонда запор дейміз ба, не дейді, сондай сияқты болып, мына ішің ісет, бірақ ешкімге бермейсің. Бәлкім сен күшті художник шығарсың, бәлкім сен білімді оқытушы шығарсың. Сонда сен ана бәрі саған жиналады, бірақ сен бөліспейсің ешкіммен деген мағынаны білдіреді. Сені ешкім танымайды, ешкімге пайдаң жоқ деген мағынаны білдіреді. Сол себепті ол жерде маған ұнағаны, бізде тау оңтүстікте. Оңтүстіктен былай биіктен ағады, энергияны бірінші болып алу керек. Тауға жақын райондарда біз энергия крупный болып келеді, бриллиант сияқты болып келеді. Ал оның ағысы соңы барып, анау дамымай қалған, енді төменгі райондарға деп айтайыншы, дамымай қалмайды дейді. Төменгі райондарға аз энергия барған үшін олар дамымайды тез. Инфраструктура дамымайды, бизнес жүрмейді, бизнес арендаларда арзан болады, соған жараса табысы да арзан болады, адамдардың да табысы арзан болады, иә. Мен оны оқырмандарыма айтқанмын да, дәлелдегенмін де, төменгі райондағы ЖК-лар көптеген тек қана тамақ жеуді ғана біледі. Сонда бізде былай жатады ғой, Әл-Фараби
Абая, Төле би, Райымбек, Рысқұлова деп жатады, иә. Иә, Өзі бірақ шынымен сондай ғой. сондай. Бүйтіп ондай емес дейін десең шынымен сондай. Дәл сондай. Енді ол жерлерде бір жақсы феншойлы үй болып қалады да, ол жерден адам көтеріліп жаңа районға көшіп жатады, бәрі де емес. Ал көбісін мен байқағаным, төменгі райондар тек қана мына төменгі чакралармен ғана ойлайды. Бала тууды, төменгі чакраға, және мына ішіңді тамақ жеуді ғана біледі. Олар бар тапқан ақшасын магазинге құртады. Қарасаң, балалар далада ойнап жүреді, әрдайым магазинде жүреді, ана жерде мороженыйдың, жаңа соктың нелері мусоркада толып жатады. Ал жоғары райондарда ол нәрсені көрмейсің. Сондықтан да олардың барлық тапқан табысы мына төменгі чакраларын қанағаттандырумен ғана тең. Біздің жоғарғы чакраларымызбен біз ойлаған сайын біз дамимыз, иә. Енді чакра темасын алып кетпей қоя салайын, бұл жерде феншуйда біз жоғары районнан бірінші энергияны аламыз. Содан мен есігімнен келеді, сосын янский энергиямен шығатын есігі бар. Сонда маған энергия келеді, әрі ол ағып кетеді басқа жаққа да, сондай қойған, тұрып қалмайды ол. Екіншісі шар жұлдыздармен. Мен жалпы үй алған кезде мен феншуйдың 3 несімен қараймын. Біріншісі фундаментпен қараймын, феншуй фундаментімен. Ол жердегі сыртқы факторларға қараймын. Жаңағы оң жағында мынау тұр, артында сай тұр деген сияқты, иә. Екіншісі шар жұлдыздармен қараймын. Сонда мен 4-еуін былай Наполеон сияқты былай қойған кезімде ол барлығы өз алдына жұмыс жасап жатады. Екінші шар жұлдыздармен таңдаймын. Ол жерде шар жұлдыздарда маған келесі периодта, осы периодта да әсерін беріп жатқан бір санымен мен үйге кірем. Есіктен мен бір санымен кіргеннен кейін менде дисциплина болады, менде білім болады. Мен ағартушылық саласымен айналысқаннан кейін мен білімімді тағы да жоғарылатамын, және адамдарға сапалы білім бере алатын боламын. Жаңа бастамалар болады, иә. Ол маған ғана емес, үйдің кіреберіс есігінің энергиясы, жұлдыздары, ол бүкіл осы үйдің тұрғындарына да әсер ететін болады. Керемет. И одан кейінгісі шар жұлдыздардан кейін мен эрджаймен қараймын, мүмкіндігі бар бойынша эрджаймен қоямын. Бұл жерде өзінің жұлдыздар бір-бірін тудыру арқылы күшейетін бір күші болады. Төртіншісі ол санхемен қараймын. Кроваттың басын градустарға қою арқылы оны дұрыстау. Сондықтан да бұл жерде ең бастысы маған янский энергияға подключаться ету болды. Санхеге подключаться, императорский феншуй деп айтамыз, ол нәрсені соған. Олар не, мысалы маған түсініксіз, оқырмандарға да, наверное, түсініксіз. Да, императорский феншуй бағанағы бағыттарды қарайды, және қай бағыт дамиды, қай бағыттан сен активность қоятын болсаң, гүл өсіріп қоятын болсаң, жаңағы тағы қандай активностьтар бар. Фонтан бар, біздің активностьіміз су бар ағатын үйімізде, қолымыз жуатын, жаңағы ыдыс-аяқ жуатын жерлеріміздің барлығын біз дұрыс направлениеге қойып, соны ақшаны көбейтеміз. Осы нәрселермен қараймын. Ол үшінге енді барлығын полный атудо феншуймен сондай таңдап алам, үй салам дейтін болса, менде ол қызмет таңдап алу, квартираны таңдап алу 2 миллионнан жоғары, ал феншуймен үй салу ол 3 миллионнан жоғары қызмет болып есептелінеді. Ол жерде біз барлық факторларды қарайтын боламыз. Керемет. Сіз, получается, феншуй бойынша прям бүкіл нелеріңізге келетін үйді таңдап алдыңыз, иә? Енді идеальный еш нәрсе жоқ. Өзіме ұнамды, өзімнің жұмысыма, өзімнің запросыма сай етіп орналастырдым. Жақсы, түсінікті. Енді мен жаңағы сізбен енді біраз уақыт осы феншуй деген темада сөйлесіп жатырмыз. Стористе де ақпараттар айтылып жатыр, рилстарда да ақпараттар айтылып жатыр. Сол жерде байқағаным, солтүстік бағытта дәретхананың болмауы керек деген нәрсені бірнеше рет айттыңыз. Дәретхананың орны не үшін соншалықты маңызды? Енді негізінде тек қана солтүстік емес, біздің солтүстігімізде, шығысымызда, батысымызда және оңтүстігімізде бізде цветок персика деген сондай бір ұғым бар, сол орналасады. Сондай жануарлар орналасады, ол жерде ол қандай ұғым сонда цветок персика? Цветок персика адамның қарым-қатынасын болуына, басқа адамға сүйкімді болуына, басқа адамға жағымды болуына, түрінің жаңағы жас әдем болып қалуына, мысалы, және ер кісімен отношения құруына көмек береді. Оны біз сексуальность деп айтамыз, және сол сексуальностьне көмек береді. Егер де ол адамдардың, мысалы, менің цветок персикам оңтүстікте орналасқан. Әркімдікі әртүрлі орналасқан. Оны мен 21 қағида деген сабағымыз бар ғой феншуймен, соның ішіне адамдарға түсіндіріп жазып қойдым. Әркім қалай өзінің цветок персикасын табуды, үйдің ішінде қалай табуды, соның барлығын түсіндіріп, бонус ретінде беріп қойдым. Сол жерден егер сатып алса көре алады. Одан кейінгісі менікі оңтүстікте орналасқан.
менің самалдағы үйімде, есіңде болса, сол жерде не үшін менің отношениям құлдырады. 12 жылдық брак распадаться еткен кез ба, Иә, бірінші күйеуіңізбен иә, ажырасқаныңыз? сонымен ажырастым, және ол жерде мен отношения құра алмадым, хотя маған адамдар айтады, ой, сен, Ирина, әдемісің ғой, сен жақсысың ғой, сен Білімдісіз. тартымдысың, иә. Еркектер, наверное, сені көрсе көзін жауы шығарсын, типа көздері ойнайтын шығар деп айтады. Әңгіме одай емес. Сенің ішкі күйіңде, сен сол үйде қандай ішкі күйдесің. Менің цветок персикам, мен есік ашылатын еді, мен оңтүстіктен есік алмаймын. Подъездім оңтүстіктен болуы мүмкін жалпы. И сол жерге лажы болса, мен оңтүстіктен есік ашпаймын. Себебі менің цветок персикамда есік ашылып жабыла беретін активность болатын болса, ол жерде отношения тұрақсыз болады. Одан кейінгісі, туалет, ванна түспеу керек, себебі ластанады деген мағынаны білдіреді. Сонда біз барлық отношенияң жаман болып кетеді ғой, сонда исмена болуы мүмкін деген сияқты. Енді бізде туалеттің ассоциациясы, енді туалет ваннаның ассоциациясы енді жақсы емес қой. Біз ішкі токсиндеріміздің барлығын сол жерде қалдырамыз, иә. Жалпы мұсылманшылықта да ондай жаман деп жатады, жақтырмайды, иә. И сол үшін де, егер сенің цветок персикаң, сенің гүлденетін, сенің сексуальностың, сенің репутацияңа жауап беретін цветок персикаң сенің туалетке түсіп қалатын болса, онда сенде отношения болмайды, отношения тұрақсыз болады. Егер мысалы үйде айтайық, мамасы папасы 3 қызы бар дейік, егер барлығында отношения болуы мүмкін, тіпті бәрі айтуы мүмкін, бізде туалет мысалы оңтүстікте орналасқан, менікі шығыста, неге біздерде нормально ғой, мен папам там 30 жыл бірге тұрады дегенде, ал ол жерде именно кіші қызынікі или мысалы ортаншы қызының цветок персикасы туалет ваннада болып қалуы мүмкін. Сол себепті де соған мән берген жөн. Но Алматыда көбісінде негізінде солтүстікпен неге түскен сондай, қаланың энергиясы сондай, сондықтан Алматыда отношения тұрақсыз. Ең развратный город деп те айтылады негізінде Алматыны. Тәрбиесіз қалалардың бірі десем де болады. Сондықтан да мына азартқа берілуде цветок персиканың ластануынан, отношенияң болмауда цветок персиканың ластануынан, мына жаңағы керек емес жаңа әсер беретін жаман заттарды, иә, наркотики деп айтамыз, басқа деп айтамыз, оның барлығы жаңа цветок персиканың сенің бұзылуынан болып есептенеді. Сосын цветок персикада лажы болса, мен осы жерде лайфхак айтып кетейін, үлкен шкафтар, үлкен дивандар сол жерде орналаспаған жөн. Себебі ол тоже өзінің несімен басып тұрады, ол цветок персиканың. Және біреулердің цветок персикасы гардеробқа түсіп қалып жатады. Егер ол жерді таза ұстамасаңыздар, складтарыңызды таза ұстамасаңыздар, онда тоже ол жерде бардақ болады деген сөз. Түсінікті. Тағы бір часто айтатын дүниеңіз, кіреберіс есікке қарама қарсы бетте жаңағы ваннаның, туалеттің болмауы деп айтып жатасыз, иә? Ол не үшін жаңағы оны часто прям маңызды дүние қылып айтып отырасыз тоже? Негізі мына 7-8 периодтың салынған үйлерде ол аз. 7-ші периодта, енді 7 жұлдызы жақсы емес дедік қой. Мына бұрын союз кезінде салынған үйлердің барлығында, прям есіктен кірген кезде ескі үйлердің барлығында мындай туалет тұрады. И сол кезде адамдардың жағдайы жақсы болған жоқ, көпшілік адамдардың. Тек бірен-саран адам ғана жағдайы жақсы болды. Ал 8-ші периодта жақсы үйлерде тұрғаннан кейін адамдардың көбісінің адамның жағдайы жақсы болды. Бұрын білесің бе, даже 7-ші периодта адамдарда холодильниктің өзі жоқ еді барлық адамда. Ол таңсық зат еді. Телевизордың өзі жоқ еді. Я ескі телевизорлармен отырады. Магнитофонға талас еді, я. Сол себепті де туалеті есігінің алдына қарама-қарсы тұрған адамдардың жағдайы жақсы болмайды. Себебі үйге кірген энергия сол жерде мына туалетте дырка бар деп есептелінеді. Сол жерден ағып кетеді деген сенім наным бар. Ол нәрсені құр сенім наным деп қоя алмаймын, себебі сол нәрсе болып жатқанын көріп жатам. Үйге кірген кезде үйдің мына туалеті есігіне қарама-қарсы тұрған адамдардың бәрінде жағдай жоқ болады. Мен өзім феншуй жасауға барған кезде. Келген энергия адамның бойына сіңбей ағып кете бере ме сонда? Сонда бізге келген энергияның барлығы ақша ғой. Ақша тұрмайды. Ақша табасың, қолыңнан ағып кете береді. Мысалы, ақшаны көресің, айлығыңды ұстайсың, бірақ сен кредитіңе бересің, проблемаңа бересің, басқаға бересің дегенде сенде ақша тұрмайтын болады. Түсінікті. Кедейлікке алып келеді ол нәрсе сонда. Неге мені осы фэншуйда жаңа дәретхананың, ваннаның қай жерде тұрғаны қатты рөл играть етеді? Себебі бұрын Қытайда
туалет енді жаман жер болып саналған. Біздерде мысалы ырымдарда бар, иә, қазаның бетін ашық қалдырма, шайтан жалайды деп айтып жатады, сүттің бетін жауып жүреді. Енді былай медицина тілімен айтатын болсақ, ол микробтар, иә, әртүрлі. Сол себепті де бұл жерде олар оны жаман жер санайды. Шайтандар ойнақтайтын жер санайды, иә. Иә, ол бізде даже дінде де бар ғой ол нәрсе. Иә, сондықтан да барлығымыз просто әртүрлі сөзді қырынан айтып айтады. кіріп сөзді айтып шығып сондай болады ғой. Иә. Сол үшін де егер логикамен қарайтын болсақ, бағана айттым, әр жақтан жинаған біз токсиндерімізді шығаратын жер. Сонда біздің артық затты тастайтын жеріміз, мына ауырлықты или болмаса бір жағымсыз нәрсені, біз энергиямыз ғой қанша айтқанмен, иә, соны перерабатывать етіп тастайтын жер болып есептенеді. Сол себепті адамдар мынандай үлкен мусоркалар болады ғой жаңағы, соның жанынан алмаған да дұрыс. Ол жерде әрине ол жерлер арзан болады, ол үйлер арзан болады. Әрдайым сен жаңағы ша дегеніміз жаман энергия. Тағы айта кетейін, осы жерде сен сонда иісті иіскеп жүрген адамның, мусордан келіп жатқан иісті иіскеп жүрген адамның қандай настроениесі болуы мүмкін, қандай күйі болуы мүмкін, және ол қандай жақсы өмірді аңсауы Ша мүмкін. энергия деген получается жаңағы жаман иістің келуі ма? Тек қана жаман иістің келуі емес, адамды раздражать ететін нәрсе, например, даже мына шоколадный кондитерскийдің жанында или бейкеридің жанында болатын болсақ, иә, ол жерден постоянно бізге дәмді иіс келіп тұрады. Ол иістің өзі саған әрдайым келе беретін иіс, бір рет иіскеуге жағымды, бірақ әрдайым келе беретін болса, ол уже шаға айналады. Әрдайым саған бір жағымсыз стрела келіп атып тұрғанмен бірдей деген мағынаны білдіретін болады. Біз барлығымыз енді таза ауа жұтқымыз келеді ғой. Әрдайым печеньенің иісін иіскей бергіміз келмейді ғой. Именно жағымсыз раздражительдер болатын иістерді ша сол үшін де туалет ваннаны жақтырмай, дұрыс болған жақсы. Енді туалет ваннаға қойылатын талаптар өте жоғары, және кухняға қойылатын талаптарда, плитаға қойылатын талаптар өте жоғары. Сондай адамдар айтып жатады, сонда біз қандай үй аламыз деп ше. Жақсы үйлер көп, жақсы үйлер өте көп. Тек қана біздің қоятын талабымыз, сенің туалет ваннаң дұрыс болсыншы, сенің кухняң дұрыс болсыншы, иә, плитаң береке әкелетін нәрсе, иә, тамақ әкелетін нәрсе. Сол жерің дұрыс болсыншы, себебі мына логикамен айтатын болсақ та, тамақты жасаған кезде әйел адам махаббатпен жасаса, сол нәрсенің барлығы үйдегі адамдар ішеді. Егер злой болып, жынданып, ашуланып, жек көріп іште жамайтын болса, онда барлық өзінің семьясын улап атқанымен тең. Иә, ондай кезде тіпті тамақ күйіп кетеді, или бір нәрсесі не болып шығады ғой. Иә, айтады ғой, мына тамақтың дәмді шыққан секреті не деген кезде махаббатпен жасау деп айтамыз негізінде. Ол рас, сол үшін де сіздер, мен алдында да бір пост жазғам, енді ол төменге түсіп кеткен шығар, әйелдерге айтар ақылым, сіздің қолыңыздан жасалынып жатқан тамақтың барлығы ол сіздің көңіл күйіңізге өте байланысты. Мен осы жерде тағы бір состояние деген сабағымды айтып кеткім келіп тұр. Состояние деген сабақ бар, сен қандай күйде болсаң, қандай состояниеде болсаң, соның барлығы сенің өміріңе әсерін береді. Егер де сол тамақты махаббатпен, нанды илеп, иә, бұрын әжелеріміз қолмен нан илеген, соның барлығы махаббатпен беретін болсаң, сенің күйіңде де өсу болады, балаларыңда да өсу болады. Ал егер соның барлығын сен махаббатсыз жасап, іште жынданып жасайтын болсаң, сен барлығын улап жатырсың деген сөз. Оның жеген тамағы өзіңе қайтадан болады. Мысалы, Одиссей киносында ана Цирцея жаман тамақ беріп, жаңа улады ғой адамдардың барлығын, сол жердегі. Сол сияқты бұл мифологиялардың өзінің беретін мағынасы бар. Бекер емес. Бекер емес, иә. Біз осы нәрселердің барлығына мән беруіміз керек. Біз жаңағыдай бір нәрсені іздеп, жүгіре берудің қажет жоқ. Барлығы бізге айтылып қойған, тек қана соның мағынасын түсіну керек болып есептенеді. Осы тамақ берекесі біз кухняға қоятын талаптарымыз бар. Кухняға қойылатын қандай талаптар бар? Ол мысалы жаңағы туалеттің орны түсінікті, иә, жаңағы. Тағы бір туалеттің орны айтатын кезім бар. Ер кісі біздің бағушымыз. Жалпы мен түсінем, әйелдердің дамып жатқан заманы, әйелдер алға кетіп жатыр, барлығы айтып жатыр, егер сен мынандай әйел болсаң, сенің күйеуің жақсы көреді, сен мынандай әйел болсаң, сенің күйеуің жақсы көреді деп айтып жатыр, бірақ барлық нәрсе әйелдің өзінен басталады. Әйелде махаббат болу керек ол үшінге. Сол себепті де айтайын дегенім, біздің күйеуіміз асыраушымыз, біздің қорғаушымыз. Біз қанша көшеге шығып ақша тапқанмен, біз бәрібір қорғаушы, бізге асыраушы керек. Сол себепті алға ұмтылған әйелдердің көбі ажырасып жатыр. Бұл заман өткенше, бұл энергияда өткенше. Сол үшін ер кісілерді құрметтеп, асыраушыңыздан, қорғаушыңыздан айырылып қалмаңыздар. Ол кісілер сізге жалпы олардың табиғаты жұмыс істеу және
добытчик қой, жаңа алып келу, олардың табиғаты сондай. Сол үшін ол орынды сен ешқандай да ала алмайсың. Құдайдың берген орны сенің үйдің тұрмыс тіршілігін дұрыстау болып есептеледі. Мен жалпы феншуйда шақыратыным да, сен үйдің уютын жаса феншуймен. Сен өзіңнің орныңда бол. Сенің орның жүгіріп көшеде ақша табу емес, сенің орның мына уютты создавать ету. Сонда сенің еркегіңде күш болады, барлығын дұрыстап қойсаң деген сияқты мағынада айтқым келеді. Туалеттің тағы бір орны бар, ол солтүстік батысқа орналаспау керек. Солтүстік батыс бағыты ол ер кісінің бағыты деп аталады. Психологияда солтүстік әке жақ, оңтүстік ана жақ деп айтып жатады ғой, даже оның өзі солтүстікті солай бөліп жатады, иә. Себебі эзотерика мен психология олар бір жерден шыққан деп айттым. Иә. Көбісі эзотерикадан бастайды да психологияға кетеді, психологиядан бастайды да руханилыққа кетеді, солай жүреді өздері. Екеуі бір нәрсе, оны негізі барлық жерде об одном и том же айтып жатыр ғой. Иә, только әркім әртүрлі қырынан қарайды. Өзінікі менікі дұрыс дейді, анау менікі дұрыс дейді. По сути, екеуінікі де дұрыс, егер келісімге келе алатын болса. Солтүстік батыс еркектің бағыты болғандықтан сол жерде туалет болмау керек. Неге? Себебі ер кісінің бағыты таза тұру керек. Және мен көрдім, бір үйде солтүстік батыс бағытында кіре берсе кладовка болды. Соны мен айттым, мына кладовканы таза ұстаңыздар, порядкада ұстаңыздар, болмаса мына үйдің еркектеріне ол әсер ететін болады. Дұрыс шешім қабылдамайды, басы хаоста жүреді, істерінде порядок болмайды, басқа адамдармен келісім шартқа барған кезде, сөйлесуге барған кезде бір нәрселерді айтады, өзін нақты, өзін ұстай алмайды ол адамдар. Сондықтан да олардың жолы жүріспей жатады. Сол себепті мен феншуй жалпы әйелдердікі, әйелдерге арналған нәрсе деп айта алатын едім. Түсінікті. Енді кухняға қатысты. Кухняға да жаңа туалет ваннадан бөлек кухняның да орны өте қатты маңызды деп айтып жатасыз ғой. Ол қай жерде болғаны дұрыс, ол жерде жаңағыдай қандай тоже заңдылықтар бар феншуй бойынша осылай болғаны дұрыс дейтіндей. Феншуй от элементі болғандықтан біз оңтүстікке, оңтүстік шығысқа, оңтүстік батысқа енді 50-50 сол жерде де орналасқан дұрыс деп айтамыз. Қазір енді тағы бір васту деген бағыты бар. Ол айтқандай бағана сұрадың ғой, үнділер де қолданады феншуйды, бірақ васту деп аталады олардікі. Олардың сәл талаптары басқаша, және бір маған ұнамайды, алып қашпа әңгіме сияқты, оларда нақтылық жоқ. Енді жамандаған емес, әркім өзінің таңдауы, бірақ үнділерде сондай бір бағыты бар, сондай феншуйдың. Кухняны қойған кезімізде жаңа оңтүстік бағытына от элементі өзінің оңтүстік бағытында болу керек, от бағыттарында. Егер біз солтүстікке қоятын болсақ, ол су бағыты, екеуінде қарама-қарсылық пайда болатын болады. Егер біз солтүстік батысқа қоятын болсақ, онда ол еркектің бағыты, ол темір бағыты. Батыс бағыты бізде темір бағыты. Ал от элементі темірді ертеді ма? Ертеді. Онда үйдің еркектері слабый болады. Себебі еркектер темір сияқты жаңағы мығым болу керек, біздің түсінігімізде. Ана от әрдайым ерткеннен кейін ол әйелдің сөзіне еріп кетеді, эмоцияға беріліп кететін болады. Сондықтан да бізге ол бағыттарға қоймаймыз деп айтамыз. Түсінікті, жақсы. Енді алдында Аннаның подкастында сіз айтып қалдыңыз, барлық үйде лифт бар ғой, енді біз қазір тем более қалада, ЖК-да тұрамыз. Сол Жозефинаның үйінде лифт, то есть оның үйі дұрыс орналаспаған, сондықтан да лифт оның бүкіл жаңағы несін, берекесін дедіңіз, энергияны алып кетеді, өйткені тыныш емес дедіңіз, соны тоже түсіндіріп өтсеңіз, ол не туралы еді, негізі сол айтқаныңыз? Негізінде бізде маған сұрақтар келіп жатыр, сонда үйде, домда лифт болмау керек ба? Я болмаса сонда не қыламыз, лифтті жауып тастаймыз ба? Я болмаса біреу айтады, біздің домдағы лифтті ешкім қолданбайды, бұзылып жатыр, оның әсері жоқ деп айтып жатады да. Жоқ, лифтті бұзып тастаудың қажеті жоқ, бірақ үй алатын кезде сен үйің кіреберісі бар, сосын арқасы бар. Сол арқасына лифт түспеу керек. Өйткені арқаны жаңа айттыңыз, ол тыныш болу керек, тыл болу керек деген сияқты. Енді лифт түсіп қалатын болса, бағанағыдай активность пайда болады дағыны, ол жерде уже адамда қылығында даже тіпті тұрақсыздық пайда болады. Лифт мына түседі, қимылдайды, активность деген жаңағы айтамыз ғой, отношениеде качелясын, жаңағы качелясына бүйтіп неққан кезде бізді отношенияның біз өзіміз бүйтіп делбе болып қаламыз.
Жозефинаның случайында оның үйінің артында лифттің тұруы оған қалай әсер етеді сонда? Енді оның тылы жаңағы әрдайым активны болғаннан кейін ода тұрақтылық жоқ деген сөз. Жалпы тұрақтылық енді бір ғана адамның мінезінде емес, бір ғана ақшасына емес, барлық салаға әсер етеді тұрақтылық деген. Ақшасына да, жаңағы абыройына да, одан бөлек мысалы ойына да әсер ете ме? біздің арқамыз активны болғаннан кейін, арқамыз ашық, уже кез келген адам пышақ сұғады деген түсінік болғаннан кейін, оның достарынан да сатқындық болады күтпеген жерден. Мысалы дос болмаса да партнерларынан, например, жұмыспен партнер серіктестерінен олардан сондай тұрақсыздық болады. Олар да келіп кетіп жүреді. Айналшықтап. Соған жараса сенің ақшаңда да тұрақсыздық болады, сен нервничать етесің, сенің мінезіңде де тұрақсыздық болады. Еш нәрсе тұрақты болмайды. Енді ол барып лифтті жауып тастай алмайды, немесе лифтті алып тастай алмайды. Ол баста таңдаған кезінде ол үйді алмау керек еді. Енді оны білмеді ғой. Сол сияқты. Сонда үйіңнің артында лифт болмайтындай етіп таңдау керек болып тұр ғой. Үйінің арқасында лифт болмайтындай таңдау керек. Жалпы мен өзім таңдаған кезімде, менің үйімде де лифт бар, лифтті таңдаған кезде ол менің төменге қарай, мына жоғары жағымда емес, төмен жағымда қалу керек. Төмен жағым дегенде енді үйді тіке былай прямой салады ғой үйде, ал ол жерде мысалы сыртқы ландшафтты қарайтын болсаңыздар, барсаңыздар, біздің Алматыда былай келеді дағыны энергия төменге қарай ағып кетеді. Сондықтан да дырка лучше со төменде болған жақсы. Төмен жағыңда болған жақсы. Егер сенің биік жағыңда лифт болып, сен төмен жақта квартираң орналасса, онда ол жақсы емес деген сөз. Келген энергия лифтпен ағып кетті дағы, саған энергия жетпей қалады деген мағынаны білдіретін болады. Мысалы есігіңнің алдында болсашы, есігінің алдында бола берсін, оны енді жұлдыздармен қарау керек, оны былай адам айта алмайды, мына лифт жақсы жаман деп айта алмайды ол нәрсені. Тек қана біз жұлдыздармен, ұшар жұлдыздар сабағын, немесе ұшар жұлдыздарды оқыған бір феншуист болатын болса, соны шақырып қана біле алады, лифт жақсы жұлдызға түсіп тұр ма, немесе жаман жұлдызға түсіп тұр ма деген сияқты. Қандай энергия келіп тұр деп тұрсыз ғой. Ал екіншісі, біз мына жаңа феншу фундаменті сабағымен айтатын болсақ, онда біз лифттің төменінде бізден төменге кететін жағында болғанына. Енді көп адам ол терминді түсіне алмай жатады. Бүгінде тағы бір оқырманнан сондай бір сұрақтар келді. Ол туралы мен рилс түсіретін боламын. Мысалы айтады, алтын слитікті алдында айтқанбыз ғой подкастта. Сол слитікті дейді мен қайда сақтаймын деп сұрайды. Сол үшін мен кейде оқырмандар сіздерге таңғалып жатамын. Оны бұл жерде ашып айтпай ақ қоясылар. Осыны қолдана алам, осыны істей алам, осыны оқи алам деген адам өздері сабақты алып оқысын деген ұсынысым бар. Осы бізде Алматыда фэншуй күшті ЖК-лар бар ма? Біздің Қай жердің ЖК-ларын білесіз? Айта кетсеңіз. Біздің Алматыда феншуйы жақсы ЖК-лар бар, бірақ мен олардың атын атамай ақ қояйын, себебі реклама болып кетуі мүмкін, адамдар дұрыс түсінбей жатады. Болды, осы ЖК феншуймен жақсы екен, енді осы жерге мен сатып алсам, квартирам болды, жақсы болып кетем деп ойлаймын. Барлық ЖК-лардың жақсы, жаман феншуйлы квартиралары бар. Бағанағы лифттің орналасуы бар. Өйтіп айта алмаймыз, Өйтіп айта алмаймыз, бірақ жақсы дамитын ЖК-лар бар, мен білем. Алматы бойынша жақсы зерттегенмін. Менен Астанада мына ЖК жақсы ма деп сұрап жатады адамдар. Мен ондай кеңестерде бермеймін, өзім көріп, біліп, таңдаған кезде. Өйткені жаңағы артында лифт болып қалуы мүмкін, немесе өзінің гуасына сәйкес емес санға түсіп қалуы мүмкін. Оның өзінің басқа да талаптары бар енді. Ол феншуйды оқу оңай, бірақ енді мен жауапкершілік алғаннан кейін мен өтірік хабарлай алмаймын. Астанадан білесіз ба дейді, мен Астананы зерттемеген, мен білмеймін. Сондықтан Астананың өзінің феншуистары зерттеп, қарап, сол ЖК-ларды өздері айтса екен деген үміттемін. Түсінікті. Бізде лифттан бөлек бүкіл почти ЖК-ларда парковка бар, Сол парковка қатысты не айтасыз? Ол тоже активностьтің несі болып есептелінеді ғой, сіздердің тілдеріңізде. Ол мысалы сенің неңде үйіңнің астында су өтіп жатыр деген мағынаны білдіреді. Энергия қатты ағысы бар, сонда сенің астынан, жанынан не астынан, мысалы астыда бізде фундамент тұрақтылық. Астынан су өтіп жатқан кезде ол жерде барлық нәрсені ағызып алып кетеді. Мысалы ағын су, өздеріңіз көз алдыларыңызға келтіретін болсаңыздар, ағын суға бір нәрсені тастасаң ағызып алып кетеді. Сол себепте де бұл энергияда солай кейде қатты ағады, кейде бір жерлерде жай ағады. Сол үшін парковканың енді барлығы мына жерді экономдау үшін барлық ЖК-ның астында парковка бар. Көбісінде бар.
жоқтары да бар, кейде удачно түсіп жатады. Но мүмкіндігі барынша парковканың мынандай тыныштау жері болады ғой, мысалы кладовка жасаған біреулер, или болмаса машинасына әкеліп қойып қоятын бір шеттеу жері болатын болса, онда бірінші этаждан алуға болады. Но екінші этаждан алса, ол парковка ол адамға әсер бермейді, себебі өзінің астында басқа уже үй бар, ол адамға бірінші әсер береді, ал екінші, үшінші этаждағы адамдарға әсерін бермейді. Желательно, бірақ негізі сонда бірінші этаждан алмау керек. Иә, бірінші этаждан алған жағдайда да, мысалы мен бірінші этаждан алған жақсы көремін. Желательно, чтобы мен астындағы парковка қатты актив Қарау болмаған керек, жөн. оны. Түсінікті. Пост көріп қалдым сіздің парақшаңызда гүл туралы. Жаңа үйде өсетін өсімдіктердің ақша шақыруға әсері бар ма? Әсер етсе қалай әсер етеді сонда ол? Негізі гүлдер біздерде олар тірі организм. Олардан энергия шығады, олардан әсер бар адамдарға, оны білеміз. Мысалы қазір бір нені көрдім инстаграмда, что бір жаман ағаш бар, одан бір жаман ауа шығады, өзінен бір токсин шығады, оны жұлып тастау керек, оны деп айтып жатты. Сол сияқты гүлдер тірі организм. Гүлдерді спальняға қоймау керек. Себебі ол жерде біз тыныш демалуға барамыз. Көп адамдар енді гүл әдемі екен деп спальняны толтырып тастайды, спальняға қоюға болмайды. Одан кейін бізде неге сонда ол да активность па? Активность береді, сен тревожный боласың, сен ұйықтай алмайсың, тыныш болмайсың. Түсінікті. Себебі ол жерде актив энергия қимылдап жатады. Жалғыз сен емес, оның да энергиясы бар. Екіншісі, гүлді біз цветок персикасына қоятын болсақ, ол гүл деген сайын сенің отношениең жақсарады. Немесе тұрмысқа шықпаған қыздар, ұлдар болатын болса, онда сол кезде олар адамдардың көзіне көрініп, противоположный полға көрініп, олар өзінің адамын тауып жатады. Одан кейінгісі гүлдің тағы бір қойылатын жер бар. Егер ақша шақырсын дейтін болса, оны біз быча деп айтамыз, благородный человек. Мен оны фен-шуй фундамент сабағында бөлістім бонус ретінде. Егер үйде гүл болатын болса, мен жалпы өзім гүл өсірмеймін. Бірақ енді осы келешекте гүл өсірем деген ойым бар. Доллар гүлін білесіздер. Сол доллар гүлін өзінің бычасына, сонда байлық орнына қоятын болса, тағы бір байлық орны бар және быча бар. Соған қоятын болса, онда ол гүл өскен сайын оған ақша шақыратын болады. Өзі білінеді, сол жерде энергия жақсы болса гүл өседі, жақсы болса өседі, жақсы болмаса солып қалады, өспей қалады. Сондықтан жақсы жерге қойған жақсы. Екінші тағы бір аквариум бар. Кімнің үйінде аквариум бар болатын болса, оны тоже жақсы ақша шақыратын жұлдызға қою керек. Оның қандай сонда мағынасы бар? Себебі ішінде балықтар қимылдап жүреді, және ішінде жаңа бұл деп жаңа сулар қимылдап тұрады. Сол үшін ол қимылдайтын активность болып есептелінеді. Түсінікті, қызық. Сонда активностьқа бұл жерде жаңағы үйдің ЖК-лардың ішінде, квартираларда аквариум және гүл әсер етеді, дұрыс жерге қоя алса. Дұрыс жерге қоя алса, егер үйде болса, қолданатын болса. Лифтті де дұрыстап таңдау керек, ол да активность болып есептелінеді. Ол жақсы жерде болса, ақша шақырады. Жаман жерде болса, наоборот, проблема шақырады. Жалпы фэн-шуй бойынша бір ақша зонасы деген ұғым бар ма? Оны адам өзі қоса ала ма? Мысалы, енді фэн-шуйдің жалпы фэн-шуйдан артық байытатын жаңағы білімді білмеймін деп айттыңыз ғой, направленияны да. Ал адамдар жалпы осы фэн-шуйды, любой адамның ниеті қазір фэн-шуйды зерттеуге байланысты или үйренуге байланысты, бұл бай болу деп ойлаймын. Соған байланысты ондай бізде бір зоналар бар ма? Зоналар өте көп. Бағана айтып өттім. Егер бізде солтүстік дамитын болса, бізде юго-востоктан байлық кеп тұрған болса, оңтүстіктен жаңағыдай байлық кеп тұрған болса, ол жерлерді активтендіру керек үйде. Үйдің айналасында немесе болатын болса, мына кафе, ресторандарда, бизнес нүктелерде ол жақсы жұмыс жасайды. Жаңа фонтан қою деген сияқты. Иә, фонтан қою деген сияқты. Егер көбісі байқаса, өздері жақсы жүріп тұрған ресторандар фонтан қойып алады. Жақсы жерге. Сосын Өзбекстанда да мен зерттеген кезінде Бешқазан деген не бар? Центр бар, плов центр бар. И ол жерде именно жақсы жұлдызға есігі ашылған және ортасына фонтан қойып қойған. Прямо ол жерде адам арылмайды, хотя мен айта алмаймын, олардың пловтары күшті деп айта алмаймын. Бірақ сондай бір не болып кетті, адамдарға таралып кетті. Қай жақтан ел бар, адамдар, туристер барса да, сол жерден барып тамақтанады.
түсінікті. Ал мысалы фонтаннан бөлек жаңағы ағаш өсіру, гүл өсіру дегенше ол әсер ете ме? Ағаш өсіру, гүл өсіру ол әсер етпейді, но ағаштың мына биік өсетін ағаштардың өзінің қоятын жері бар. Ол енді бізде императорский феншуйда зерттелетін болады, оны келешекте өздері оқып жатса біліп алар деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Енді маған қызық болып тұрған нәрсе, мен естуім бойынша, жаңа сіз енді инфобизнес саласында жақсы ақша табатын эксперттердің бірісіз. Нумерологияны саттым дедіңіз, одан кейін бадзыды тоже үйреттім дедіңіз. Бірақ именно фэншуйды сатқан кезде қатты байып, жаңағы таунхаусыңызды алғансыз, жаңағы машинаңызды алғансыз, иә. Одан кейін қазір міне ЖК-ңызды, үйіңізді тағы ауыстырып болса, одан да жақсысына, одан да күшті районға дегендей. Фэншуй сізді байытыпты, былайша айтқан кезде. Енді маған фэншуйді үйретуге қалай келгеніңіз қызық болып тұр. Негізінде мен инфобизнес саласында ең жақсы табатын табыскерлердің бірімін. Даже көбісінен көп табам, айқайламасам да, иә, үндемей жүріп өзім көп табатынымды білем ақшаны. Бірақ адамдар айтып жатады, мынау феншуист, меншуист деп жатады енді. Лапша гүл сөйтіп жатады, бірақ мен өзімнің ісіммен адамдар өздері білсін. Зато мен қолымда ол секретный ілім бар, ол техника бар, мен өзім байып жатырмын. Бұл білімді, былай ойлап қарасам, бұл білімді уақытысында прям адамдар секретте ұстап, қоғамның қаймақтары ғана қолданып. Әлі де солай. И қазір өте доступный, бірақ бұны андай бұл әшейін не ғой деген сияқты қарағаны, бұл дұрыс емес сияқты. Доступный емес негізінде, феншуй дорогой удовольствие. Көбісі айтады, маған келіп феншуй жасап берші дейді да. Мен айтам, барғанда не істеймін, сенің жағдайың жаман болса, и так феншуйың үйің жаман екенін белгілі ғой деймін да. Или болмаса я болмаса біреулер айтады, менің жер үйім бар, келіп көріп берші, мен байғып берші, мен байлыққа осындай бағыттап берші дейді. Мен айтам, ол оңай емес, оған ремонт жасайсың ертең күні, соған ақша шығара аласың ба, менің услугамды бере аласың ба, мен осындай талаптар қоямын. Мысалы, сіз есікті өзгертесе, есік дұрыс емес жерде тұрса. Егер оған сен дайын болмайтын болса, менің де өзіңнің де уақытыңды алма. Себебі мен бүйтіп кеткеннен еш нәрсе болмайды ғой. Иә, енді сіз шынайы түрде көмектескіңіз келген екен, оны уже сатассаңыз болатын еді, алдап немесе, иә, давай барып көріп келемін. Сата салсам сабағым бар. Иә. Өздері оқып, өздері көрсін. Дайынсың ба деген сияқты сұрақтарды қойдың өзі бұл үлкен жауапкершілік негізі. Феншуйды алам дейтін болса, онда арзан түрде сабақтарымды ала алады. Осы кезге шейін феншуйды алып келген адамдардың ешқайсысы бөліскен жоқ ол нәрсемен. Мен келіп бөлістім. Не үшін мен бөлісе бастадым? Себебі ондай егер қол жетімсіз болатын болса, онда өздері оқып алсын, өздері білсін. Бастапқы кезде мен басқа қалаларға феншуй жасауға шығып жүрдім. 10 адам жиналған кезде баратын едім, бірақ ол маған 3 балам бар, маған көмектесетін ешкім жоқ, иә, жауапкершілік өзімде. Енді сабақтары бар деген сияқты. Содан кейін ойладым, әр қаланың өзінің феншуисті болу керек. Өзінің қаласының феншуйын зерттеу керек. Оқу керек, білу керек, өзінің жанындағыларға көмектесу керек деген сияқты сондай түсінікке келгеннен кейін мен феншуй оқыта бастадым. Қазір менде где-то 10 шәкірттей бар. Оның бір 5-еуі айналысатын шығар, 5-еуі өздері үшін айналысады. Бәлкім айналысып та жүрген шығар. Мен уже шығарғаннан кейін бір 10 шәкіртті былай бүкіл ступенькасынан алып барып мен оқыттым деп айта аламын да. Мысалы, қаншама адам келді ғой. Бір адамдар бар, онлайнды оқып та өздері қолданып жүргендер бар. Ешқандай клиент алмайды, өздері қолданып, өздеріне істеп жүреді. Рахметтерін жазып тұрады арасында. Сол сияқты, феншуйға келгеннен кейін мен өзім феншуймен байыдым деп айта аламын. Нумерологияны сатқан кезімде менде көп клиент болған жоқ, менде подписчик болған жоқ, иә. Бірен-саран клиенттер болды. Одан кейін бадзыға келген кезімде де бадзыны енді өзімнің біліммен, өзімнің разборларымен, парақша жүргізумен сөйтіп клиент жинап отырдым. Бірақ арзан жасайтынмын енді 10 мың теңге, 15 мың теңгеге жасап жүрдім. Феншуйға келген кезде менде росттың үлкені басталды. Менің подписчигім көбейе бастады, мен ақша келе бастады маған, лайктар көбейді, рахметтер көбейді. Сондықтан феншуйды қолданып бастаған кезде менің бадзым да өсіп кетті. Сабақ сату салам да өсіп кетті, иә. Инфобизнесті біз сабақ, ақпарат беру, сабақ деп айтамыз. Сол саламда өсіп кетті. Сондықтан да феншуймен дұрыстағаннан кейін, өзім пайдасын көргеннен кейін, мен феншуйды күшті деп айта аламын. 2019-да бастаған болсам парақшамда, 2021-ге шейін менде өсу болған жоқ.
хотя мен СММ саласында оқимын, енді мен парақша жүргізу үшін Өзіңізді наставничествода дамытып аламын, отырасыз. Ол жағынан да. мына инстаграмды жүргізу жолдарына мен дамытып отырамын. Мысалы мына подкасттың өзі де ол арзан дүние емес. Оны анау мынау эксперт ол апта сайын түсіре алмайды ол нәрсені. Ол үшінге де ақша болу керек. Мысалы осы заман талаптарын мен қолданамын, но мен подкаст түсірдім, маған ақша келу керек деп отыратындар болады. Подкаст түсіргеннен ақша келе бермейді. Сол үшінге мен барлығын феншуймен активтендіріп қоямын. Феншуймен активтендіргеннен кейін менің бір әрекетім, бір подкастым 10 еселеп оның пайдасын беретін болады. 10 еселеп тек қана қаралым емес, 10 еселеп ол ақшасын да береді. Феншуйға келгелі 2021-де келген болсам, барлығы тек өсу үстінде болды. 2 жылдың мен 21 жылдан таң қалдым ақшамның өскеніне. 2023 жыл мен бір күшті үйде тұрдым. Оны қай подкастта айтқанын білмеймін. Может, қазір айтып жатқан шығар, может, екеуміздің әңгімемізде болған шығар. Керемет бір үйде тұрдым. Ол мына Абдуллинов көшесінде еді. Сол жерде менде енді тоқтаусыз ақша келді. Просто 9-шы период келген кезде ол үйдің энергиясы кетті. Өзі бір сондай не деп айтатын ек оны, специально бір күшті мына 16 карта болады. Бір периодта 16 түрлі үй болады. 16 түрлі жұлдыз болады деп айтайын. Соның ішінде именно бір спец жұлдыздармен күшті үйлер болады. Олар прям 10 еселеп тастайды бір әрекетінде. Сондай үйде болды. Кәдімгідей мен оның пайдасын көрдім. 2024-те мен трансформацияға кеттім. Мен оң солымды қарағым келді. Мен осы феншуйымды тағы сенім ұялатқым келді өзіме. Керек ба маған, керек емес па деген сияқты. Тағы рухани жолымды іздеп көрдім, психологияны іздеп көрдім. Соңында келген кезде феншуйдан артық байытатын техника жоқ екенін білдім. Мен қаншалықты ақылды болайын, мен қаншалықты талантты болайын, мен қаншалықты жаңағы жақсы адам болайын. Бірақ мені байытқан феншуйдың техникасы болды. Әлемде жақсы адам да көп. Әлемде талантты адам да көп. Әлемде білімді адамдар да көп. Бірақ олардың барлығы шығып жатқан жоқ. Мен өзімді ең білімді демеймін, бірақ маған удача беретін ең удачный нәрсе ол феншуйым деп айтатын едім. Түсінікті. Осы подкасттар шыққалы бері феншуйға сізге феншуй аудитқа жаңағы помещениемді көріп бер, үйімді көріп бер деген адамдар көбейіп кетті, иә? Ол услугаңыз негізі қанша тұрады? Ол услугам негізі квартира 100 мың теңге, жер үй болатын болса 150 мың теңге, ол Алматы қаласына. Егер Қаскелең, Талдықорған, Талғар жаққа шақыратын болса, ұзақтау жаққа, онда оның үстіне 50 мың теңге қосылады. Негізі мен бара бермеймін. Шын айтатын болсам, менің басқа жұмыстарым да бар. Уақытым болған кезде аптасына бір рет шығып қоюға болады, бірақ мен оған көп акцент қоймаймын. Сосын мен таңдап барамын. Маған дайынсың ба? Мен осындай қой деген жеріме қоясың ба? Ертең күні күйеуім ұрысты, енем рұқсат бермеді. Анау мынау деген сылтаулар айтпайтын болсаң барайын. Сен ертең күні маған ақшаңды құртып, оны өзің жасамай және маған бәлеңді жауып жүрме. Деген сияқты мен оны четкий келісіп аламын, условияларымды қойып. Сонда былай қарап отырсам, мысалы 100, 150, 200 мың деп, мысалы квартира таңдап беріңіз, 500 мың дедіңіз, үй салып беріңіз, 3 миллионнан астам тұрады дедіңіз, е? Өте анандай маржасы күшті, ақшасы күшті сала болып тұр да. Мысалы енді қазір мынау мамандық іздеп жүр ғой мына заманда. Қазір біреу СММ-ді оқып жүр, біреу психологияны оқып жүр, тағы біреулер жаңағы программист оқып жүр. Мынау саланы былай қарасаң, ең қымбат, ең күшті табатындарды жаңағы мамандықтардың ішінде программист дейтін болса, бұл программисттерден де прям күшті көп ақша табатын мүмкіндік бар екен мұнда. Бірақ қарап отырсам, бұны мамандық ретінде алып кетіп жатқандар аз сияқты. Не үшін? Біздікілер немқұрайды қарайды. Бір нәрсені оқыдың ба, сен оның мықты маманы бол. Біз не істейміз? Сатып алғанша асығамыз. Сосын барып, анау мындай, мынау мындай деп сылтау айтамыз да, оның бетін жауып қоямыз. Сосын өкпелеп жүреміз, маған алдап сатты деп ше. Ешкімді алдап сатып жатқан жоқ қой. Сен өзің соны алғың келді, содан байғың келді. Сен адамдарға көмектеспесең, өзіңнің білімің бар екенін айтпайтын болсаң, сен есігін тақылдатып біреу келмейді ғой. Сен феншуй үйретеді екенсің, или феншуймен не жасайды екенсің? Мысалы, палшылардың есігін тақылдатып келгендей, ол да бір адамнан естіп барып келеді, оның пайдасында. Сол үшінге адамның өзіне байланысты. Маған егер келетін болса, сабақ оқимын дейтін болса, онда нақты талаппен, осы өзіне қойып талапты, мен осыны оқимын, осы жерден мен мықты феншуй маман боламын. Адамдар мені қабылдаса да қабылдамаса да бірінші өзіңе қолдан. Не дейді, сапожник без сапог болма.
Менің бір ғана сөзім бар: феншуист бай болу керек. Егер феншуист бай емес па, онда ол өтірік, или болмаса сауатсыз феншуист. Менің өзімнің кейстарым бойынша ауылдағы еш нәрсе таппай, ақша таппай жүрген, ешкімнің алдында абыройы жоқ қыздар болды. Оны менің оқырмандарым біледі. Атын атап, түсін түседі деп айтпай ақ қоя салайын. Осы феншуйды оқығаннан кейін табысты болып, пәленше ханым атанып жүр барлығы. Пәленше ханым, түгенше ханым болып жүр. Енді олардың өздеріне рахметі болса, енді адам қызғаншақ қой негізінде. Рахметі болса айта жатар, айналасына айта жатар, маған өйтіп мәртебесі керек емес, мені көтермелегені керек емес та. Бірақ мен білетінім, менің тағы бір кейсім болды. Ол адам үйіне барған кезінде 28 квадрат метрде тұратын. Өзі мынандай не жуып жүретін, посуда жуып ақша табады екен. Сол кісі менің феншуйымды оқып, 2021-2022 жылдары феншуйымды оқып, пәленше ханым болып кетті. Кәдімгідей парақша жүргізіп, сол үшінге на феншуйдан оқыған сабағын барлығын, мен феншуйдың сабақтарын қымбат қоямын. Себебі абай атамыз айтпақшы, лай суда итте құста жалайды дегендей, әркім келіп оны жалап өтірік сөздерін айтып кеткен қаламаймын. Келема нақты білімді болатын болса, мен офлайн сабағыма таңдап алам деп отырмын, шын айтатын болсам. Группаны 7-10 адамнан асырмаймын. Сол жерде жақсылап сабағын беріп, болатын болмайтын сол жерде көретін боламыз. Давайте осы офлайн сабағыңыз туралы, өйткені ол туралы біз ешқашан сөйлескен жоқпыз. Офлайн сабақты қанша күн болады, қандай жаңағы білім бересіз ол жерде, осыны тоже былай айтып кетсеңіз. Мысалы, вот мен сізге, менде ниет бар фэншуйға оқуға, и маған не айтатын едіңіз сіз? Вот мен сұрап тұрмын, қалай болады деп. Жалпы халықтың арасында феншуй десе, мен есіне түсем. Ол мақтаныш емес. Көбісі феншуй мамандардан сен Иринаның шәкіртісің ба деп сұрайды екен. Тек Иринаның шәкірттерінен алғысы келеді екен. Себебі олар мен нақты ақпарат беретінімді, өтірік алдамайтынымды, басын қатырмайтынымды біледі. Сол үшін де мен сол нені сақтағым келеді, шын айтатын болсам. Репутацияны сақтағым келеді. Өйтіп тиіп қашып жүретіндер келмей қоя салыңыздар офлайн феншуйға. Тек қана мен ақша табамын, мен барлық күшімді, білімімді, мектептен қалып кеткен әйтеуір бір кішкентай сауатымды осыған салып, адамдардың жақсы жасауына көмек беремін дейтін болсаңыздар, келсін. Ол жерде офлайн феншуйдың онлайн феншуйдан айырмашылығын айтып өтейін мен. Офлайн феншуйда мен баста барлығын 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде біз ұшар жұлдыздарды үйренеміз. Оған 3 күн уақыт кетеді, немесе 2 күн уақыт кетеді. Одан кейін біз феншуй переделка жасауды үйренеміз. Оған 1 күн уақыт кетеді. Феншуймен переделка жасау дегеніміз, мысалы, есігі дұрыс болмаса, комнаталардың есігін ауыстыру, плитаның орнын ауыстыру деген сияқты қызметтер кіреді. Мысалы, біреудің үйінің өзгертуге келеді. Мысалы, кеше менде бір жақында бір клиентім болды. Жанындағы картаға қарасам, егер соған өзгертсем, оның үйі жақсы болайын деп тұр. Мен бәріне сатыңдар демейміз ғой. Өзгертуге келетін болса, өзгерте алатын феншуй сол переделка 2-ші бөлімін өтеді. 3-ші бөлімінде квартира және офис таңдау. Онда адамға әлі үй алмай тұрып таңдап беруді үйренеді. Оған 1 күн кетеді. 4-шісі ол феншуймен үй салу деген бағыты бар. Ол ең қымбат услуга, ол менде 3 миллионнан басталады. Егер бір кішкентай компактный үй болатын болса 3 миллион теңге, егер үлкен үй болатын болса 5 миллионға дейін барады ол. Сол үшінге ол тіпті егер жақсы оқитын болса, білімін сарптап тұрып оқитын болса, ол бір проекттен ғана ақшасын шығарып алады. Ол 5 есесін шығарып алады сразу. Сондықтан бір нәрсені бастадыңыздар ма, соның мықты маманы болуға ұмтылу керек адам. Өзінде желаниесі болу керек. Бұл жерде офлайнда біз 5 күн жүреміз. Азаннан кешке шейін 5 күн оқимыз. Енді өзің ойлаш, азаннан кешке шейін сен тоқтамай сөйлеп 5 күн білім беретін болсаң, оның ішінде қаншама білім жатыр. Сол білімдерден сусындағаннан кейін адам профессионал феншуйист болып шығады. Маған енді өзімнің опытым бойынша келген адамдар болды офлайн феншуйға, бірақ шаршап қалатын милары. Жаңа ақпарат естеді ғой. Сол үшінге онлайн сабақты бірінші оқып келсін жазғантай. Сол кезде өзі біледі. Мен осыны ептей алам ба, или болмаса ептей алмайм ба, или болмаса жөніме жүрейін ба деген сияқты. Онлайн сабағымыз қазір мен өте арзан бағада беріп жатырмыз. Просто пробный. Ол ұшар жұлдыздарды ғана бергем. Сонда мен жоғарыда переделка, квартира таңдау, үй салуды берген жоқпын, ол жерде ондай ақпараттар жоқ. Тек қана ұшар жұлдыздар не екені, феншуйдың не екені, ол жерде де ақпарат өте көп. И то сіз айттыңыз, феншуй фундаменті сабағы, яғни тағы бір сабақты мен бонусқа берем. Просто бонус. Оның өзі 80 мың тұрады дедіңіз. Екеуін сонда 189 мың қалған кезде
ішінде 10-12 сабақтан бар ау деймін, адаспасам. Сондай білімді алады. 2 сабақты сразу алатын болады. Сол жерде оқып, көріп, дайындалып, милар дайындалып, осы менің салам екен, осы нәрсені мен қолға алғым келеді дейтін болса, онда офлайн феншуйға келсін. Негізі табысты мысалы мамандық іздеп жүрсе, бұған бір қатты бір диплом керек емес қой, былай ойлап қарасаң. Вот міне ақша керек маған, мен осындай бос уақытыма, мысалы сіз өзіңіз айттыңыз, балам кішкентай кезде бастадым деп, арасында бір аудитқа шығып келсе де, 2 аудит жасасын бір айда, соның өзі уже кәдімгі зарплата болып тұр да. Ладно, арзаннан бастаған күннің өзінде, айына бір 4 аптасына бір-ақ рет шыққан күннің өзінде ол уже кәдімгі мұғалімнің зарплатасымен бірдей зарплата алады екен да. Былай қарасаң өте мықты мамандық. Егер бұны мамандық ретінде қарайтын болса, онда бағана айттым ғой, феншуист бай болу керек деген кезде, ол феншуист бай болады. Бай болады. Өзіне ол қолданса, жақындарына қолданса, кейстары болса, оның үстіне жаңағы парақша жүргізу керек қазіргі заманда. Өз 9-шы периодтың талабы да сол дедіңіз ғой. Соның барлығына осознанно келетін болса, негізі бұл әлі дамымаған, әлі адамдар қатты бүйтіп, біз білесіз ғой қазақтарды, мысалы онлайн продюсер деген күшті болып кетті ма, ол деген шұбырып көбейіп кетті, SMM деді ма көбейіп кетті деген сияқты. Бұл мобилограф деді ма көбейіп кетті. Бұл әлі кішігірім адамдардың назарына түспей тұрған сала сияқты. Мықты мамандық, бірақ если осыны үйреніп алып, мысалы пустой рынок дейді ғой бізде инфобизнесте. Ол тек қана инфобизнесте емес, мысалы мен Ресейге овощ апарған кезіміз болды. Біздерді окошкаға түскен кезде біз күшті пайда табатынбыз. Сол сияқты бұл пустая ниша. Әлі бәрі де қолданбаған. Әлі андай нетіп кетпеген. Ығырын шығарып жүреді дей ма, не дейді андай? Хоть 1045 болсын. Менде мынандай түсінік бар да, Маржан, мен өзім феншуй оқуға барған кезімде, сол Ресейге апайыма барған кезде, маған дейін қаншама адам феншуй оқуға келген екен ол кісіге. Мен өзім кеш бардым деп ойлаймын 2021-де. Адамдар оған 2007 жылдан бері барады екен Қазақстандағылар. Сонда олардың ешқайсысы өскен жоқ. Мен өсіп кеткен кезімде, қызғанбай біліммен бөлісіп бастаған кезімде, халықтың сеніміне кіріп, дұрыс бағытта түсіндіріп бастаған кезімде, басын қатырмай, тағы да бір рет айтайын. Сол кезде менде өсу болды. Сол кезде 2007-2009 жылы барып сол кісіден оқыған адамдар, бірақ айналыспай, жүргізе алмай, деп қолын сілтеп қоя салған адамдар мақтанып шықты. Мен феншуйды бірінші Қазақстанға мен оқығам, мен баяғыда оқығам, мен ертеректе оқығам, бұлар деген кеш оқыған деген әңгіме айтты. Біз деген біреуді өзіміздің неудачамызға айыптағанды жақсы көреміз ғой негізінде. Сөйтіп шықты. Ну что, сен 2007 жылы оқыдың? Ну что, сен 2004 жылы оқыдың? Мысалы, менің шәкірттерім бар 2021 жылы оқыған. Ну что, егер ол шығара алмайтын болса. Сіз айттыңыз ғой, басқа фэншуистер, сізбен қатар жүргендері, тоже жаңа аудит жасап жүрген, үй салып беріп жүргендер, олар бұны үйретуге қызғанды дедіңіз. Сіз қызғанбай бөлістім, содан кейін мен өсіп кеттім дедіңіз. Мен қызғанбай бөлістім, себебі инфобиз ол бәрінде қолынан келе беретін нәрсе емес. Адамдар ойлайды, ой, мен жаңағы инстаграмға шығып ақыл айтып шықсам болды, маған ақша жауады деп ойлайды. Жоқ, адамдар ақымақ емес, біз бір-бірімізді сеземіз, ешкімді алдай алмайды, өзіңді өзің алдамасаң. Мен өзім шыққан мақсатым, үйретіп шыққан мақсатым, адамдар білсе екен, өздеріне өздері қолданса екен, мен оның әрбір үйге барған кезде, не үшін мен феншуй аудитті қазір жасай бермеймін көп адамға. Барған кезде менде мурашки болатын. Кейде бір адамдардан энергиям түсіп қайтатын үйлерінен. Сол себепті әрбір адам өзінің кармасын өзі тазалау керек. Не үшін мен оған кірісе беруім керекпін? Хорошо, мен кірсем, бірақ сен менің оплатамды жаса, толығымен. Максимально оплата жаса, мен кірсем. Офлайн сабақтың жаңағы бір группада 7-8 адам болады дедіңіз, оның бағасы қанша? Оның бағасы қазір мен миллионнан бастағанмын. Қазіргі кезде 800 мың деп қойдым, бірақ оның бағасы алда өседі. Ол энергозатратный, 5 күн сен оған өтесің сабақты. Ол жерден егер адам алып кететін болса, ол ақшасын бір айдың ішінде шығарып алады. Оны бірақ таңдап аласыз, ондай адамдар. Себебі өзім айтып тұрмын ғой, мен қазір феншуй жасауға бара бермеймін деп. Ал олар барсын, баратын адамдар бар, көмектесетін адам бар, біреулер шалғай ауылға шақырып жатады. Маған Талдықорғаннан кешелі бір 10 заявка түсті. Хотя Талдықорғанның феншуисті бар. Анау қыз келді деп айтты ғой, жаңа шылдырмақтарды қойып берді деп. Иринадан оқыдым деп бір қыз жүрсе сол жақта. Бар, бірақ мен оны реклама жасамаймын. Себебі білмеймін, мен біреудің жұмысына жауап бере алмаймын. 10 заявка келді, мысалы мен Талдықорғанға бармаймын.
сондай болса өздері жаңағы сол қаланың өзінің феншуисті болбасын номер 1. Кімге мешать етіп жатыр? Қазақстан кең, үлкен. Осы феншуйды мамандық етіп алам деген, немесе феншуйды өзіне жаңағы өзіме қолданып бастайын, жақындарыма қолданып бастайын деген адамдарға қандай жаңағы совет айтасыз? Феншуйды қолданып бастаған өте күшті. Себебі бұны әлемдегі 1% адамдар ғана біледі. Байлар ғана феншуистарды жалдай алады. Менің өзімде мысалы кеше парақшамды жүргізіп феншуйды айтып бастағаннан кейін өзің көрдің, 3 күнде мен 5 үйге аудитке бардым. Оның ақшасын өздеріңіз есептеп ала жатарсыздар. Сол себепті де бұл нәрсені білу тек қана ақша табу емес, мамандық жасау емес. Енді қанша көп адамға жауапкершілік алсаң, маман болсаң, сен бай боласың. Өзіңді үйінді реттеуге, менің ағайын туғандарым, мені өзімнің ет жақын туыстарым барлығы феншуймен үй салып алған. Олардың жағдайлары жақсы. Өзіңнің бауырларыңа көмек беруге, ертең күн мен балалама да квартира алатын болсам, мен оны феншуймен таңдаймын. Сондықтан да бұл нәрсенің барлығы өзіңе, айтпай ақ қойшы, ешкімге үй алатын болсаң, өзің үшін қолдан. Өзің бағанағыдай жаңа макаронды оқытып жеп байи берсейші деп айтқым келеді. Түсінікті, жақсы. Біз осымен подкастымызды аяқтадық. Соңғы айтатын сөздеріңіз болса, оқырмандарға айта кетсеңіз. Сіздерге осы подкастты көріп жатқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Мен өте қуаныштымын. Осы феншуйдан алар жерім болса, менен бір пайдалы ақпараттар алатын болсаңыздар, мен әрдайым ашықпын. Маған керегі не? Сіздердің қолдауларыңызбен лайктарыңыз және каналға тіркеліп алыңыздар. Рахмет. Инфобизнесте жүргеніме 6 жыл болды. Бірақ сол декретте отырған маржан болсам, қандай салаға кетсем екен, чтоб мен баланы да ептеп, күйеуді де ептеп, жаңағы ата-енені де ептеп, жағынан еще қосымша жұмыс жасағым келеді десем, мен феншуйді таңдайтын едім. Дәл қазіргі егерде декретте отырған ана болсаңыз, немесе бір қосымша, мысалы мұғалім болып, өзінің бір 3-4 сағат бос уақыты болатын болса, даже суббота-воскресенье выходной кезінде бір аудитке барып келген күннің өзінде бұл үлкен табыс алып келеді екен. Бұны қосымша табыс ретінде қараудың да прям есі ақылы болатын болса, көзі ашық болатын болса, бұл таптырмас мүмкіндік дейтін едім. Бір жағынан бұл фэншуй рыногы пока қатты ластанып кеткен жоқ, пустой болып тұр, екінің бірі біле бермейді, бірақ өте пайдалы, жаңағы шынымен результат беретін болған екен. Тем более Ирина ханымда именно ғылыми, жаңағы нақты табынусыз болатын болған екен. Именно осы кісіден үйреніп, даже Ирина ханымнан үйрендім деген күннің өзінде адамдар сізге сенетін болады. И өйткені Ирина ханыммен ассоциация всегда ол сапа, жауапкершілік и жаңағы ол кісі өзінің ісін біледі, нақты айтады деген сияқты ассоциация жүреді, профессионал деген сияқты. Сондықтан үйреніп алыңыздар, пока мүмкіндік болып тұрған кезде, өйткені қазір біз уже сентябрьдің орталарына қарай уже жаңа ұшар жұлдыздар мен фэншуй фундаменті деген комбо қып сатып жатырмыз, оның продажасы жабылады, мамандық ретінде бір-ақ рет сатылады, одан кейін оның продажасы жабылады, одан кейін біз уже трансформация деген сабақты ашатын боламыз. Сондықтан да ұзақ ойланбастан, мына мүмкіндікті жіберіп алмастан, бізге дайректке жазыңыздар, WhatsApp-қа шығыңыздар, Айсұлудың номері тұр, Айсұлуға жазыңыздар, бәрін түсіндіріп жатырмыз. Ирина ханым парақшасына жазылып алыңыздар, стористе барлығын, сторителлингін айтып, бүкіл жаңаға мына жерден айтып жатырмыз, бірақ көрсетіп жатқан жоқпыз ғой. Ол жерде бүкіл кейстарды көрсететін боламыз, продажаны ашатын боламыз. Сол мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Одан кейін уже бір жарты жылдан кейін ба, может бір жылдан кейін ба қайтып келуіміз мүмкін. Оған дейін сіздер жүріп қаласыздар, мүмкіндікті жіберіп аласыздар. Екінші жағынан ол кезде уже баға тағы да қымбаттайды. Так что шансты жіберіп алмаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет.